мына ақша энергия дейді ғой, энергия. Екі түрлі энергия екен да ақша деген. Бұрынғы заман 100 жыл бұрынғы нағыз еркекті көрсеңіз күші көп, мынандай қолында бірдеңке ұстаған физикалық жұмыс болды. Сол замандағы ол еркектің әйелі қолдан құрт істеді ғой. Ересек болу қабілеті жоқ әлі. Мектепке бару ол да кіреді, үйлену ол да кіреді, бәрі кіреді. Балаға да қарайды, ақша да табады. Біз негізі қазақ өте ақылды халықпыз. Иә. Өте ақылды халықпыз және өте талантты халықпыз. Енді қазір заман мимен жұмыс жасауға алып келе жатыр ғой. Адамның бір жанындағы жара ол өміріне өмір бақи әсер етуі мүмкін да. Кішкентеден алған мысалы травмалар болуы мүмкін. Біздің дінімізде бәрі айтылған. Өз өмірінің эксперті адам. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сәлеметсіздер ма? Біздің кезекті подкаст. Бұл жолы сіздерге арнайы мамандармен керемет бір кісіні шақырдық, чтобы сіздерге тағы бір пайдалы дүниемен подкаст жасау мақсатында. Бұл жолы бізде қонақта Мөлдір Рашид, ғылыми психолог, бизнес-тренер, психологияның магистрі десем де болады. Одан кейін бізде Асия Тәңірбергенқызы, сіздер барлықтарыңыз танисыздар деген ойламын. Батыр ана, керемет блогер. Үйде отырып та, мысалы, жұмысты да, блогты да жүргізіп, ақша да тауып жатқан жайы бар, мен солай танимын. Алға шүкір, енді бүгін біздің тақырыбымыз, енді бары шынайы болсын, қалай бар солай, сіздерге барынша тақырыпты ашуға ниеттіміз. Ақшамен қарым-қатынас және ақша және әйел. Қалай ойлайсың, жалпы бүгін тақырып қалай? Бұл өте маңызды тақырып қой. Негізі бұл өмірде менің байқауым бойынша көп адамдарды бұл тақырып өте қатты мазалайды. Қызықтырады және де терапияға келген кезде, сұрақ қойған кезде ақша туралы, ақшамен қарым-қатынас туралы көп сұрақтар қойылады. Бұл жалпы бұл тақырып адамдарға қызық болады деп ойлаймын. Бірінші орында запроспен ақшамен келеді, сосын басқа жағынан шығады. Ақша ең керекті нәрсе ғой өмірде қазір енді. Ол өмірдің шындығы, онда тұрған ештеңке жоқ. Оған жақсы қарау керек. Жалпы неге біз ақша және ақшамен қарым-қатынас туралы алдық? Себебі менің лично айналысатын саламның өзі трейдинг қой. Ол жерде үлкен ақша, бизнес деген сияқты. Ол жерде енді менің опытым бойынша шәкірттері оқуға келіп жатқан кезде, мысалы, кейбір кезде ақшаға деген қарым-қатынастар, установкалар шығып жатады да. Сол кезде мысалы анализді да біліп тұрған нәрсені кері қары жұмыс жасау деген нәрселер кезігіп жатады да. Сол үшін осы тақырыпты ашқым келді сізбен. Жалпы жаңа салаға келгендегі қорқыныштар, ақшамен қарым-қатынас деген сияқты мәселелер бойынша. Мысалы адамның өміріндегі установкалар, ол мысалы осознанно білмеуі мүмкін да. Бессознательно қалай әсер етуі мүмкін установкалар ақшаға, мысалы үлкен ақшаға или жеңіл ақшаға. Өйткені бізде болады, мысалы, жеңіл ақшадан қорқады екен, оказывается, деп ше. Жеңіл ақша менікі емес, наказание бар деген сияқты мәселелер. Енді негізі, егер де түбінен бастайтын болсақ, басынан мына ақша деген ол тек қана инструмент дейді ғой көп адамдар. Ол тек қана инструмент немесе ресурс емес қой. Ол әрине ақшаңыз неғұрлым көп болса, соғұрлым күшіңіз де көп, ресурсыңыз көп. Дегенмен ақша ол біздің мына ішкі дүниеміздің, өзімізге деген қарым-қатынасымыздың және өмірге деген қарым-қатынасымыздың көрінісі. Біз өмірде соған байланысты ақшамен қарым-қатынас құрамыз. Ол барлық салада тек қана ақшаның көлемі емес. Мысалға айтады ғой, мына адамның өмірінде ақшасы көп болған, оның өзіне деген қарым-қатынас, өмірмен деген қарым-қатынас дұрыс екен деп. Тек қана ақшаның көлемі емес, ақшаны қалай табамыз? Ақшаны табу жолы соған байланысты. Ақшаны қалай сақтаймыз? Қалай жұмсаймыз? Қалай ол ақшамен бөлісеміз? Немесе қандай нәрселерге жұмсаймыз? Соның бәрі сол адамның ішкі дүниесінің, өзіне деген қарым-қатынасының және бұл өмірге деген қарым-қатынасының белгісі сол ақша арқылы көруге болады. Ақшаны жұмсау арқылы, табу арқылы, ақшаны сақтау арқылы, қаншалықты ақшаның өмірінде бар екен, соған байланысты қарауға болады, көруге болады. Мысалы, мен Асиямен сөйлесем ғой, сол кезде айтып қалады да бұл кісі. Мысалы, ақша келеді, нормально кетеді да. Біреулер үшін ақша келу проблема и кетіру проблема да. Негізі мен өзім түсінігім бойынша ол құрал ғой. Біз оны алып алғаннан кейін андай иеленгіміз келеді да, біреуге бермей, арзанын алғымыз келіп, біреуге жұмса, бірақ өзімізге келсе екен деп ойлаймыз да. Сонда Асиядан сұрағым келеді да, сіздерде мысалы көреміз ғой, мында сіз қалай қабылдайсыз жалпы ақшаны, қандай жеңіл или ауыр кете ма сізден, қалай қабылдау болады? Негізі ақша деген тема барлық біздің заманымызда андай бір актуальный болып кетті. Актуальный біздің заманымызда емес, кішкентай кезімізден бастап не болып өскенбізбіз ба? Жоқ, отыр. Сондай болып өстік қой, барлық семья сондай сияқты. Жалпы 90-шы жылғы туылғандардан былай қарай 93-94-те жаңағы ақшаның құлдырауы болған, үйден бірдеңе сатып
жоқтан бар жасап қиналып өскенді көрген балдармыз да біз. И менде негізі сондай түсінік болды, андай көп жұмсамау керек, бәрі есептеу болу керек деп. Бірақ менің жолдасым қолы өте ашық, ғалым. Мен біраз нәрсені содан үйрендім десем болады, кәдімгі. Ол білмеймін енді ол қаншалықты дұрыс екен. Бір күнмен өмір сүру да, бүгінгі күнмен қалай келеді, солай жұмсайды, ертең келеді, уайымдама, типа ризық алладан деген баяғыдан білеміз ғой. Тура солай не істейді да, бірақ айтамын, дұрыс қой, түсінікті, ризық алладан, бірақ артымыз ойлап баратамыз ғой біз ше, шамалы. Бүйтейік та сөйтейік та деп жоқ, кәдімгідей. Білмеймін енді. Бір жағынан жақсы шығар, көп нәрсе үйрендім негізі. Ашық болуды, жұмсай салуды, ол қаншалықты дұрыс. Қазір қаржылық сауаттылықты үйрететіндер адамдар тыңдасаң, ол дұрыс емес деп шығуы мүмкін да. Негізі біздің дініміз бойынша біз бір күн өмір сүруіміз керек қой. Өйткені біз бүгін бармыз, ертең жоқпыз деген нәрсе, иә. Бірақ қаржылық сауаттылық деген мәселелер де бар да. Мысалы, сіз енді қалай ойлайсыз, жалпы бір күннен өмір сүру қаншалықты, мысалы, бүгін алып, бүгін жұмсау, ол адам мышлениясына байланысты ма или қалай деген сияқты. Енді мен психолог ретінде психологиялық тұрғыдан айтайын. Мына адам қандай нәрсеге сенеді? Мысалы, сіздің жолдасыңыз сенсе, міне бүгін жұмсадым, алладан ертең сол болады оның өмірінде. Болады ол. Соған көзім жеткен. Сіз егерде ақшаны қысып ұстау керек, ертең күнді ойлау керек, ертең болмай қалуы мүмкін деп ойласаңыз, дәл сол болады сіздің өміріңізде. Ол мына біз айтамыз ғой, біздің бүкіл мына сыртқы өміріміздегі тіршілік, ол мына біздің бірінші ішімізде туындайды. Әр нәрсе, мысалға үй салам десеңіз, сіз үй салам десеңіз, алдымен ол үйдің сипаты, көрінісі мына ішкі дүниеде пайда болады. Сол сияқты менің ақшам қалай болады, қалай келеді маған ақша, қалай оны жұмсауым керек деген ол іште бар. Адамдар оны кейде түсінеді, кейде нақты білет, енді орысша айтқанда осознанно дейді ғой, осознавать етеді, кейде оны ешкім түсінбейді, просто солай өмір сүреді. Бірақ ол сол адамның өміріндегі нәрсе өзіне комфортно, тура солай, қалай ол ойлайды, солай болады. Сіздің жолдасыңыздың ойы солай болады оның өмірі. Бізде жалпы жолдасымда да, менде екеуміз де официально еш жерде жұмыс жасамаймыз ғой. Бізде андай барлық адамдарда бар сияқты, ай сайын әр айдың 25-і или 15-і деген сияқты. Менде тек қана көп баланың ғана ақшасы түседі, әр айдың 5-і. Онда еш нәрсе жоқ. Солай өмір сүріп жатырмыз ғой, неше жыл болды да, и соған жан-жақтағылардың бәрі не істеп жатсыңдар, қалай өмір сүріп жатсыңдар, не істеп, ладно, бір күн бар реклама дейді да, блогерсіңдер ғой, бір күн жоқ, ал не істейсіңдер сондай кезде? Сендерде андай запас, қор, артта ұстап тұру или бір бизнес ашу деген. Тоже бизнес ашуға көп баламен отырмын ғой, маған не болып тұр да, ол үшін бала шағаңды сырып тастап, білем ғой, до конца жүру керек та традиционный бизнесте. Сол үшін мен Ұлжаннан трейдингті оқыдым. Үйде отырып, онлайн көп уақыт құртпай ақша табу үшін. Бұйырса, сол жұмысты жалғастырамыз. Так андай не жоқ. Сол жағы туысқандардың несі ғой, алла береді, келеді, ол келетініне ешқандай мида не жоқ. Блогерство дегенде бизнес қой қазір қараңыз. Бизнес, сіз қазір бизнеспен айналысасыз деп ойлай беріңіз. Бірақ болады ғой, ол официально сен біреумен договорға отырып қоймасаң, әр айдың осындайда түседі деген. Ал договорың жоқ болса, сен келетін келмейтіні под вопросом, андай не жоқ, уверенность жоқ өзіңде. Так, менде бүгін 5 анау түседі, 6 анау түседі деген нәрсе жоқ та. Бұйырса болады. Страховка сияқты. Страховка нәрсе жоқ. Ал көп адамдарда айлығы бар, соған сен өмір сүреді ғой. Так, уверенный ол да, әр айдың. Негізі миды шектейді ғой, білесіз ба? Миды шектейтін болып тұр ғой. Сіздің жолдасыңыздың миында шектеу жоқ болып тұр ғой. Сондай, содан біраз нәрсе үйрендім негізі. Мен бір оқуға барған едім, Ресейден оқуға барып оқыған едім. Сол кезде бір жігіт бизнес туралы, инфобизнес туралы оқығам. Сол кезде сол жігіт айтады да, жалпы дейді да, мына бизнес деген нәрсе Құдай қалай береді, солай болатын нәрсе ғой дейді. Орысша айтқанда как Бог пошлет дейді да. Ал инфобизнес болса одан да бетер деген сол нәрсесі өте қатты миымда қалып қапты. Соны сіздің мына жолдасыңыз туралы тыңдап тұрмын да, сол маған мына ақша энергия дейді ғой, энергия. Екі түрлі энергия екен да ақша деген. Біріншісі ол сенім энергиясы өзіңе және өмірге. Екіншісі құндылық энергиясы өзіңе және өмірдің құндылығын түсіну туралы. Сол сіздің күйеуіңіздің, жолдасыңыздың мына сенім энергиясының көп болып тұрғаны ғой. Бұл өмірден әрдайым мүмкіншіліктер келеді деп өмір сүреді да ол кісі. Шектелмейді. Адам егерде мүмкіншілік өмірге сенсе, өмір маған әрдайым мүмкіншіліктер беріп тұрады. Мен сол мүмкіншіліктерді, ал ол мүмкіншіліктер келеді, ал сол мүмкіншіліктерді пайдаланам ба, пайдаланбаймын ба деген нәрсе өзіңе деген сеніммен байланысты. Өйткені егерде адам мен өзімнің бойымдағы қасиеттеріме, қабілеттеріме, біліміме сенетін болсам,
мен соларды қолдана аламын. Солар арқылы бұл ақшаны таба аламын, ақшаны жұмсай аламын, немесе жақсылық жасай аламын деп сенеді. Сонда оның өміріне мүмкіншілік келіп тұрады. Өмірге сенім жоқ болса, мысалға өмір ол не дейді енді, мысалға өмір деген бұл өте бір сөзді ұмытып тұрмын, безопасный емес нәрсе деп түсінсе, қиыншылыққа шыдау, тек қана қиыншылық келеді, адамдарға сенуге болмайды, қара жұмыспен еңбек ету керек, жұмыспен еңбек ету керек, немесе бір нәрсені табу үшін күнде тапжылмай еңбек ету керек деген нәрсеге сенетін болса, ол тура солай болады. Ал егерде адам бұл өмірде мүмкіншіліктер бар, болады, мен всегда жолым болғыш деген. Менің жолым болады деп өмір сүрсе, сол нәрсе адамның өміріне келеді. Сондықтан да егерде өміріңізде қалай да ақша қиын келетін болса, немесе қалай келетін сізге ұнамаса, сол туралы ойлау керек. Мынау энергияны қалай, мен бұл өмірге сенем ба? Мен өзіме сенем ба? Өзімнің қабілетіме сенем ба деп түсініп ойлану керек. Егерде адам осы нәрсені кішкене ойланып, осыған ой жүгіртсе, бірден келер шығады ішінен. Сіз айтып тұрған установкаларды шығады да, егерде адам дәл солай өмір сүрсе, өмірге сеніп, өзінің қабілетіне сеніп, мен мүмкіншіліктерге дайынмын деген мына өмірге сигнал беріп тұрады да. Сонда мүмкіншіліктер келіп тұрады. Намаз оқитын адам болғаннан кейін бірінші Аллаға сенесің ғой. Жоқ, біз Аллаға сенеміз деп айтамыз, на самом деле сенбейміз ғой. Біз жаңағы сіздің жолдасыңыз мысалы Аллаға сенімді 100% орнап тұр, былайша қарасаң. Өйткені біз Аллаға сену үшін бүгін ғана, қазір мен өмір сүруіміз керек та, қазір ертең болады деп. Даже 2 минуттан кейін не болатынын біз ойламауымыз керек. Біз бүйтеміз ғой, орамалдамыз, Аллаға шүкір, намаз оқимыз, Аллаға сенеміз дейміз, бірақ бізде артып жаңа подушка тұру керек, жаңағыдай стабильность болу керек деген сияқты нәрселерді біз андай 100% тәуекел етіп сене алмайтын сияқтымыз. Негізі на самом деле мен оны практика жасап көрдім да, егер сен Аллаға 100% сеніп тәуекел етіп, соған тапсырсаң, ол бәрі реттеледі. Жаңа іштегі сенім деп жатсыз ғой, негізі бізде психологияда іштегі сенім деп айтады ғой, но бізде дінде айтады ниеттен басталады ше. Элементарно сен мысалы үлкен ақшаны қалайсың, элементарно сен бір шетелге шыққың келеді, элементарно бір жетістікке жеткің келеді, бірақ бірінші сен ішіңнен басталады да, жаңа сіз айтып отқандай ше, ниет. Значит, сонда мынау өмірде өзінің жаңағыдай қандай да бір қиындықтары болып, мүмкін сынақтар шығар, қандай да бір қиындықтары болып жатқаны, сол нәрсеге жете алмай жатқандығы өзінің ішіндегіден басталып тұр ғой. Енді дұрыс қой, бірақ енді мына сенім туралы бір қызық нәрсе ойыма келіп тұр, бірақ тақырыптан ауытқым келмей тұр да, мынау сенім, Аллаға деген сенім. Біз айтамыз да, адам қандай ортада өссе, қандай ата-анамен өссе, Алланы да солай сезінеді. Егерде ата-анаңызға сенімді болсаңыз, мен не істесем де, мысалға кейбір балалар болады, менің ұлым айтады былай деп, мама, қандай нәрсе болса да мен білемін, сен любой косяктан шығарып аласың мені деп. Мама, мына сондай ата-ананың қасында бала сеніп өмір сүреді. Сонда Алланы да біз мынау өзіміз соны түсінбей, ата-анамызды қалай қабылдадық, солай қабылдайды екенбіз психология тұрғысынан қарасақ. Сондықтан да, егерде сіз Аллаға сенбесеңіз, егерде сенем деп бәріміз айтамыз ғой, тәуекел деп жүреміз, бірақ дегенмен егерде тереңірек қарасақ, қорқамыз, уайымдаймыз. Мен ойлаймын енді жалпы оның да бір тіптен бір жаманшылығы жоқ шығар деп, Алла бізді бұл өмірге ойлану үшін, өсу үшін жіберді ғой. Ол да бір опыт дейсіз ғой. Өзімізге де сенімді, сондықтан да сол жағынан да қарастырған дұрыс шығар, тереңірек қарастырған дұрыс шығар, әрбір мәселені жан жақты қарастырған дұрыс шығар деп ойлаймын өзім. Иногда мынандай ситуациялар болады да, енді көп кісілермен сөйлесіп араласамыз ғой, енді мен психолог ретінде де анализ жасап қарағанда, кейбір кісілер бір андай сол проблеманы бір қиыншылықты, мысалы қарыз болуы мүмкін, или бір үлкен ақша тапқысы келеді, бірақ таба алмайды. На самом деле ода возможность бар, мысалы шанс бар, әрекет етсе табады, бірақ соған бір жетуге, бір әрекет жасаса да жете алмай, бір қиындыққа тап бола береді. Ол мынау іштегі сенім, жаңа қандай да бір установка, бір тартып тұрады секілді да менде ше. Мен енді өзім білесіз ғой, мен тарс рисктен қорықпайтын адам, и маған сондай адамдар жолықса, мен сол ма, қалай сонда былай жасап жүрге болушы еді ғой деген сияқты. На самом деле оған қиын да одан шығу ше. Рас. Енді ол өте күрделі, ол жолғас. Тереңірек. Тек қана сенімге қараңызшы, біз өмірімізде өсіп жетілеміз ғой, туыламыз анадан, өсіп жетілеміз. Әр өміріміздің бір бөлігі, мысалға жаңа туылғаннан бастап 6 айға дейін бір нәрсені
түсінеді екенбіз. Кәдімгідей мысалға жай әшейін бұл өмірде бірақ бір мысал келтірейін, қалай болу. Біз кейбір адамдар жай ештеңке істемей басқа бір адамнан көмек, қамқор қабылдай алмайды ғой, білесіздер ма, сондай адамдар бар ғой. Сол сияқты мысалға адам туғаннан 6 айға дейін соған үйрену керек екен. Одан кейін тағы бір нәрсе, сөйтіп бір 7 адамның 7 қадамынан өтеді. Әр 7 қадамда бірдеңеге үйренеді. Енді мысалы үшін ақша табуда адамның көптеген нәрсесін керек етеді. Мысалға сенім, ол бірақ нәрсе. Одан кейін мына мимен ойлану және өзінің қабілетін пайдалану. Мысалы үшін мен бір нәрсе істегім келеді, трейдинг мысалы үшін. Трейдинг ұнады, қызықтырды, істегім келеді. Бірақ қалай істейтінін білмеймін, білімім жетіспейді. Ол да бір қабілет. Ол білімді кімнен алам, қалай алам, қай адамнан алам деген нәрседе біздің бір қабілетіміз. Кейбір адамдар барады да, әйтеуір біреуден алады да, сол білімін дұрыс қолдана алмайды. Өйткені дұрыс таңдау қабілеті жоқ. Ол да мәселе етеді. Сол үшін мысалға бағанағы финансистер дейді ғой, олар үйретеді, осылай сақтау керек ақшаны, анаған инвестиция жасау керек. Бірақ барлығы жасай алмайды да. Бірақ бәрі жасай алмайды. Өйткені тағы тереңірек жатады оның проблемасы. Оны кәдімгідей 1 секундта, 1 минутта оның әр қадамын тексеру керек те түсінуге болады. Ол әр адамда индивидуально шыны керек. Біз жалпы қазір айтып тұрмыз ғой, сенімнен басталады. Өзіңе деген сенімнен басталады. Бірақ әр адамның өзінің бір жеке басының бір мәселесі болу керек. Оны жеке адаммен жұмыс істеп түсінесіз. Оны әркім өзінікін тереңірек іздестіру керек өзінің ішінен. Жалпылама енді мен ойлаймын да, біздің әр күніміз опыт қой. Мысалы, әр күннің өтіп жатқан опытынан бір сабақ алу арқылы қалыптасуға да болады. Пісіруге болады деген сияқты. Мысалы, өзіңмен жаңағыдай, мен көбірек айтамын, өзіңмен контакт құрыңдар, өздеріңізбен жаңағыдай. Біз көп жағдайда 80-90% мен байқаймын, адамдар өз-өзімен дұрыс жаңағыдай не алмайды. Иә, дұрыс контакт құра алмайды. Өзін танымайды. Ең өзіне таныс емес адам ол өзі. Мамасын білет, папасын білет. Жоқ, біз қазақтар бәрін жақсы танимыз ғой. Мамамыз не жақсы көретінін білеміз, соны сатып алып береміз, өзіміз не жақсы көретінін туысқандарға ақыл айтқанды бәрін жақсы көреміз. Сонда ойлаймын да, мен өз-өзіңмен контакт құру жалпы не сіздің ойыңызша? Қалай? Сіз Асия өзіңізбен мысалы контакт құрып жүрмін деп ойлайсыз ба деген сияқты? Мен ойлаймын, мынау өзімен контакт құру деген нәрсе не? Ол өзімді толық тану, өзімді толық білу, не сезіп тұрмын, не қалаймын. Мысалға адам қазір бір уайымда, мысалы біз келдік қой мына жерге, бастадық, мен де кішкене қобалжыдым. Өйткені бір подкастты қазақ тілінде шыны керек бірінші рет жазып тұрмын. Сіз орысша ағылшынша сөйлейсіз. Қобалжып тұрдым да, содан кейін тереңірек ішіме қарай енді сөйлесіп өзіммен де ішкі бала дейді ғой, неге қобалжып тұрсың деп сөйлестім. Контакт деген сол, мен қазір не сезіп тұрмын, неге сезіп тұрмын, ол маған қандай оқиғаларды есіме салып тұр. Мен негізі ойлаймын да, мен жақсы бұл подкастты идеально жақсы жасағым келді да, сондықтан да қобалжыдым. Кейін ойладым, не қыламын оны, адамдарға пайдасы болса болды. Ең бастысы сол. Міне контакт деген сол, өзіңді тану. Бірақ мен тағы да бір ойым бар. Өзіңді тану барысы ол ешқашан бітпейді. Сен өмір бойы танып өтесің өзіңді. Өйткені өзгересің ғой, өмір деген статистика, құрсын. Өмір деген бір тұрақты нәрсе емес қой. Ол өтпелі, ауыспалы. Мысалы үшін кеше бір айдан кейін басқа ақпарат келеді оған, басқа тәжірибе келеді. Соның бәрін енгізіп, бойына сіңдірген адам мүлде басқаша болады. Сондықтан да өзіңді тану бітпейтін процесс. Сондықтан мен өзімді өте жақсы танимын деп айта алмаймын. Күнде тану барысындамын деп, танысып жүрмін деп айта аламын өзім туралы. Иә, бір жақсы техника айтып қалдыңыз негізі. Мысалы, болып жатыр, қазір келдіңіз подкастқа, қобалжып тұрсыз. Ол бәрімізде болады ғой, камера, 3 камера тұр деген сияқты оңай емес. Сол кезде сіз қалай жасадыңыз? Мысалы, терең демалдыңыз, өзіңізден сұрадыңыз, сен неге қобалжып тұрсың? Неге техника кішкене? Ол кез келген жерде қолдануға болады, негізі өте керемет көмектеседі. Мен өзім қолданамын өйткені соны. Сол білгелі соны қолданып келе жатырмын да. Техникасы, мен бір жақсы техника айтайын сіздерге. Мысалы, мына өзіңмен контактқа тұру кішкене тәжірибемен келетін дүние. Бірден оны осылай істе деп адам істеп кетпейді оны. Сондықтан да өзіңізге уақыт беру керек те оған. Мынандай бір техника. Әр жарты сағат сайын, немесе 1 сағат сайын. 1 сағат сайын бір жерге отырып, тынышталып, мен қазір не қалап тұрмын деп сұраңыз.
Мысалы үшін кейде айтасың, мен қазір жатқым келіп тұр, бірақ жұмыс істеу керек. Болады ғой, жата алмайсың. Сонда ойлайсың, өзіңнің ішкі бір бөлігіңмен, біз енді оны менің жұмыс істейтін психологиялық бағытымда ішкі бала дейміз. Жалпы айтқанда ол біздің бір бөлігіміз ғой. Сонымен сөйлесесің. Ішкі дыбыс деп айтады. Ішкі дыбыс деп айтады. Иә, соған неге қазір жатқым келіп тұр, бірақ жата алмаймын. Сонда ана ішкі дыбысыңмен сөйлескенде айтасың, иә, мен түсінемін, сен қазір жатқың келіп тұр, сен шаршап тұрсың. Бірақ енді біз қазір міне жұмыс істеу керекпіз, ананы істеу керекпіз, мынау істеу керекпіз деген сияқты. Ол осындай нәрсе керек. Кәдімгі балаңызбен сөйлесесіз ғой үйде. Добырға тұрып алып. Иә, сабаққа бармаймын бүгін дейді ол. Сен түсіндіресің оған. Дәл солай, міне қалай өзіңнің балаңды әлпештейсің, қалай өзіңнің мынау балаңмен қарым-қатынасқа түсесің, сол сияқты өзіңнің ішкі балаңмен қарым-қатынасқа түсу керек. Мысалға, Әсия, сіздің алла жазса 7-ші балаңыз дүниеге келеді. Сонда үйде 6 балаңыз бар, оған қоса өзіңіздің ішкі балаңыз бар. Сіз жалпы қазір 7 балаға жауаптысыз. Тек қана 6 балаға емес, 7 балаға жауаптысыз. Біз соны түсіну керекпіз. Біз оған ешқашан мән бермейміз, өзімнің баламызды. Сол. Сіз жалпы контакт құрып жүрмін, өзіңіз қандай техника? Керемет контакт құрып жүрмін деп айта алмаймын. Жаңа әр 1 сағат сайын деп айтып кеттіңіз ғой. Сол біздегі не ғой? Намазда ғой тоқталу. Қарбаласатқан өмірде сол моментте ғана тоқтайсың ғой. Тоқтайсың да, даже намазды автоматик оқып жатсаң да, сен сол моментте бір 5 минутқа бүткіл нәрсені ысырып тастап, тоқтап, миың басқа жаққа бөлінеді да. Сол жерде сен отырып ары қарай дұғаңды тілейсің, керегіңді айтасың, сол ғой. Уже дұғаңды тілеп, керегіңді айтқаннан кейін тұрып, уже сол керегіңе қарай шаруа істеу керек, ары қарай уже тіршілік істеу керек қой. Үзіліс болады. Иә, үзіліс. Сол ғой, негізі бәрін айтып кеткен ғой. Негізі айтады ғой. Енді мен ренжімеңіз да, психолог. Негізі психолог керек жоқ, негізі бәрі дінде бар деп айтпай ма, жаңағы намазды, Құранды оқыған адам бәрін. Ал бірақ оған ешкім қазіргі уақытта дейтін ашып алып Құранды оқып, оның бәрін мағынасын түсініп жатқан жоқ. Сондықтан да қазіргі кезде психолог, через психология керек та. Ана психологтар или психологтан терапия өткен адамдар басқа адамдарға біртүрлі болып көрінуі мүмкін. Оны қойып кетті, или мынау қиял деп ше, контакт деген не деп. Психологқа баратын деп психсың ба деп па? Иә, сөйтіп түсінуі мүмкін да. Бірақ мен де бір рет қана терапия жасап өткенмін. Сол бір рет терапияның өзі негізі жеткілікті, ары қарай проблемаңды тура солай шешіп алуға да ойланып. Қалай десем болады? Ана айтады ғой, пофигизмнің жақсы жағы бар, жаман жағы бар деп. Сол мен бір подругам айтатын еді, сенің бойыңда пофигизм көп деп, мен соған ренжіп қалғанмын ғой. Неге пофигизм деген бізге жаман нәрсе сияқты көрінеді, бәрібір сияқты дейді да саған. Айтамын да, неге өйтіп айтасың десем, сосын айтады, жоқ, ондай емес, сен жаман түсінбе, пофигизмнің жақсы жағы болады ғой, сенде сол көбірек дейді да, анау нәрсеге басың қатпайды. И мен өзім нағашы әжем сондай, мамасы бір жер қозғалса қозғалмайтын деп айтады ғой, андай сабырлы, бір күйіп пісіп атпайтын. Күйіп пісіп атса да ол кісіге ол жарасады, ондай қатты андай бір нервный күйіп пісіп атқан жоқ. Не отыр деп па? Шай ішіп алайық. Өзіміз соның қолында тәрбиеленгенбіз ғой. Бүкіл бала шағасының 10 баласы бар, оның бәрі жан жақтан каникулда барады да, сол кісінің қолында қалдырып кетеді 3 айға. Баяғыда сондай еді. Иә, сол кезде сол әжемнің сабырлығына таңғалатын едім ғой. И сосын мамамның сіңлісі бар, сол кісі тоже өте сабырлы кісі. И соларға қарап, мен де осындай болсам екен деп ше. Осы кісілер болса сияқты болса. Сабырыңызға мен айтамын ғой сізге, алтын металды бриллианттар сабырлы деген уақытында үндемей қалу, балаға ұрыспай қалу, сабырлылыққа жатады деп айта алмаймын. Кейінгі басқа уақытта айқайлап жындырып шығарып жатсаң да ол нәрсені. Мысалы бала еще балалардың арасы жақын болғанда еще бірге үлгермей жатасың, еще бұл кісілер жаңағыдай кино всегда ес. Көбіне не ғой енді, бала ашуланып жатқанда, жылап жатқанда или бірдеңе қырсығып жатқанда мен өзімді, әр баланың бойында өзінің қасиетің бар ғой. Екінші балам деген сияқты, 4-ші балам деген сияқты қырсық, өзіме жаман қырсық адам болғанмын, ең үйдегі ең оңбайтын, байға шықса қайтып келетін, жеңілдің үстімен жүретін, губанедора, тәттін жақсы қымбат нәрселерді жеген жақсы көресің деп солай өскен айтатын еді да. Сондай нәрсені жақсы көргенің үшін өзіңді кінәлі сезінетін еді ғой. Неге мен қайта жақсы емес па деп сөйтіп ойлайсың да. И сосын қазір сөйтіп істеп жатса балаларың, өзімді солардың орнына қоямын. Мысалы 2-ші ұлым қырсығып, ары қарай қарап тырысып қалатын кезде мен тура өзім сондай болдым да. И сол моментте маған не істеді? Иә, ары қарай кет қырсықсаң бар, бітпе деп айтатын еді ғой, иә. Соны істемеймін, короче.
өйткені маған сөйтіп істеді ғой, мен соны істемеймін да, оған керісінше қасына барып құшақтаймын, ол құшақтатқызбайды. Ал мен құшақтатқызбағанмын кезінде, бірақ ол дальше құшақтай бергенде мен сынатын едім. Мен сол кезде маған дальше құшақтаған жоқ та, құшақтаса екен деп тұрасың ғой негізі. Ол қыз бен жігіт болып жүрген кезде күйеуің мен неңнің арасында сондай болатын да. Ғалым сондай мен жеңген сияқты до конца қырсығып тұрсам да не істейді же, андай ол менен өткен қырсық, мен сенен өткен қырсық көресің ғой дейді да. Сөйтіп жеңді да. Сол сияқты баламды да сөйтіп қаратып алатын ғой, құшақтайды, сосын барып жүріп қалады, сосын барып жылап қалады, сосын барып сөйлесесің. Так сол моментте тура мен өзіме не істеді, соны істеген болсам, ол ары қарай қырсығып, екеумізде контакт болмайтын еді. Ал қазір айналып келіп, ол баяғыдай емес, мінезі қырсықпайды ол балам. Өте керемет контакт деп ойлаймын, иә. Қазір өзіңді орнына қою ғой, сол моментте не істедім, бұрын мен үй жатқан кезде маған не істейтін еді, мен сол кезде не қалайтын едім деген сияқты. Бүкіл жағдайда кереметтің, бүкіл үйдегі ситуацияның бәрінде сондаймын деп айта алмаймын. Бірақ момент тоқтап қалып, сөйтіп ойланатын кездер болады, уақыт бар кезде. Мен сізді тыңдап тұрмын да, Сия ханым, қазір сіз айтасыз пофигизм. Мен пофигизмді былайша басқаша ауыстырып айтатын едім. Сеніміңіз бар сіздің өмірге деген. Жалпы пофигизм деген сол ғой. Адам деген былай расслабленно өмір сүрген адам пофигист болады негізі. Сондай сен ештеңке болмайды, әйтеуір бір шешіледі деген. Сол нәрсе бар. Ал ол сенім. Ол сенім. Сіз шынымен де подружкаңыз сізге комплимент айтқан ғой. Өйткені оның қолынан келмейді сізге. Оңай емес қой. Келеді. Содан кейін тағы бір байқағаным, мына сіз айтып жатсыз мысалға, ол сабырлық деген қазір өзіңді ұстап біраздан кейін бүкіл ішіңдегі нәрсені айтып төгу деп. Расында да ол солай. Өйткені адам қазір міне өзіңмен контактқа сол қазіргі сезімін қазір осы жерде шешкені дұрыс. Мысалы үшін егер де мен қазір балама бірдеңкеден ренжіп тұрсам немесе күйеуіме ашық соны айтып осы жерде шешіп алсам, ол сақталмайды. Ал ол ешқандай шықпаған сезім ол ешқайда кетпейді. Біздің бір жерде сақталады, жиналады да, кәдімгі мынау ұстаған сияқты тола береді. Бір күні бір күйеуің немесе балаң, мама мынау математиканың несін шығара алмай жатырмын, көрсетші деп келген кезде, неге мен бәріңе көмектесе беремін, мен болмасам өлесіңдер ма, математиканы өзім шығар деп түгіл бағана жинаған стақаныңды бір төге саласың. Оны енді біз ол дұрыс емес. Оны біз терапияда клиенттерге содан бастап үйретеміз. Осындай нәрсені жинамаңыздар, бірден айтыңыз. Сол сіздің сол қасиетіңіз ғой, сөйтіп бірден жинамай айтып сабыр сақтап тұрғаныңыз. Бірақ бұрын ондай болмағанмын негізі. Тұйық дейді ғой, тұйық, үндемейтін, сосын барып артынан оны сізге қалыптастырған ғой бала кезде. Ол бар ғой опытта. Бағанағы апаның ролевой модель болып тұр ғой. Маған әжем бар, сосын мамамның сіңілісі бар да, сол кісілер постоянно осындай ма екен, или бір басқа жақтан эмоциясын шығарып келе ме екен деп ойлайтын едім ғой сол кісілер. Значит, олардың өздерінің ата-ана, үлкен кісілердің рөлі балаға өте қатты рөл ойнайды. Біз айтамыз ғой, сен қайдан шыққансың, мінезің мынандай, қайдан пайда болды. На самом деле ол біреуден опыт алды, и все, бала ата-анадан алып, туыстардан алады. Үшінші балам эмоциясын күшті шығарады, жыласа, парлап, көзінен жас шыққанша жылайды. Ұнамай тұрса, ұнамай тұрғанын айтады, отырып деп. Ал екінші балам жаңағыдай сенің көңілің үшін ести салады да, қоя салады да. Анада ондай жоқ. И соны қарасаң, ананікі дұрыс қой, үшіншінікі дұрыс қой негізі. И сондай сияқты бола алмағанмын да мен өзімше. Жалпы көп адам бола алмаған шығар, енді бүкіл моментінде ішіндегісін айту, эмоциясын ұстамау деген. Ашуланғысы келсе ашулана салады. Біз андай ойбай құрсын көшеде өйтіп көрсетпесейші, мінезін үйге барғасын көрсетерсің деген сияқты. Ал ол көше ма, торговый центр ма, жата салуы мүмкін жерге, еркін да. Соған қарап бір жағынан қызығасың, бір жағынан бізде әлі өзіміздің неміз тұр ғой, сол қойсайшы, бүйтсейші деп. Мен түгіл уже екінші балам, бірінші балам ет емес пе, қойсайшы, бүйтсейші деп тұрады да. Оны сындырып тастағың да келмейді. Бірақ енді ол бүкіл жерде сөйтіп жүретін болса, ертең өмір бақи, ол тоже өзіне қиын шығар дейсің. Баланс керек ол жерде. Баланс керек, андай қатты қылып бетіне де жіберуге болмайды да. Рас. Ондай кезде не істеу керек? Қалай жайлап, баланы қалай несін сындырып алмай? Кеше ғана сол сұрақпен бір кісімен сөйлескен. Негізі сіз айтып тұрған нәрсе баланс қой. Баланс. Біз баламызға бәрін рұқсат берсек, өмір оған ондай нәрсе рұқсат бермейді. Өмір шек қояды. Сондықтан біздің ата-ана болудың негізгі
міндеті неде? Бұл өмірде менсіз өмір сүріп кете алу керек ол. Сондықтан да ол бұл өмірдің бұл өмірдің негізгі қандай өмір соған сәйкес тәрбие беру керекпіз. Балаңызға шек қоя бастаңыз ақырын. Кей кезде мына жақсы мама деген ол тек қана мынаны істе деп айтатын мама емес. Мама баласына керек кезде шек қоя алатын ана. Өйткені махаббат ол тек қана жұмсақтықтан тұрмайды. Махаббат кейде қаттылықтан да тұрады. Енді жақсы енді ол деген ұрып соғып, қант бермей, кәмпит бермей, тек қана нан жегізіп, каша жегізіп қана емес. Дәл сондай бір қаттылық емес. Балансты ұстай білу дейсің. Балансты ұстай білу. Қорықпаңыз. Ол бала өзіңізге мынандай нәрсе айтыңыз. Ештеңке жоқ, мен қазір шек қоям, өйткені балам бұл өмірде де шектеулермен кездеседі. Қазір одан да менімен үйренсін оған. Өмірде сонда оған жеңілірек болады деп өзіңізге сондай бір сол балам ақша жинай алады. Үйде жалғыз ақша жинай алады. Енді сол получается өзінің капельнигі бар. бір жақсы, бір үйренетін нәрсе бар. Біздің әрқайсымызда бір қолымыздан келетін нәрсе бар, бір қолымыздан келмейтін нәрсе бар. Міне қазір трейдинг туралы мысалы үшін бағанағы ақша туралы келсек, ролевой модель туралы айттық па апамыз? Не үшін біз балаға кетіп қалдық? Негізі на самом деле сол жақтан басталады ғой. Сол үшін сол жаққа кетіп қалып жатырмыз негізі. Мен айтып тұрмын да, мына ақша туралы. Мысалға егер ақшада проблемаңыз болса, ақшаны табуда немесе жұмсауда, қандай да нәрседе өзіңіздің мәселеңіз қолыңыздан келмесе, мына бағанағы Әсияның апасы сияқты, әжесі сияқты бір осындай бір ролевой модель керек. Ақшаны жұмсай алатын адаммен қарым-қатынасқа түсіңіз. Ақшаны сақтай алатын адаммен сөйлесіңіз. Сол адам авторитет болсын. Сол адаммен қарым-қатынас, сол адаммен сөйлесін, сол адаммен уақыт өткізіңіз. Мысалға сіз қазір трейдингқа үйретіп жатырмыз дейсіз. Шынымен де мен білемін, ол жылға сенің бойыңдағы сол қасиет бар. Алдыңа мақсат қойдың ба, кетесің сол мақсатқа қарай. Сондай нәрсені үйренуге болады. Міне сен ролевой модель бола аласың сондай адамдарға. Сол адам, мен сондай бір совет айтар едім да адамдарға. Мысалға өзімде өмірімде бір көп нәрселерге үйренемін, сонда жанымда адамдарға қараймын да, міне мына адамнан осы нәрсені үйренуге болады деп, сол адаммен әңгімелесуге тырысамын. Кейде уақытым болғанда сөйлесем, сұраймын, айтамын, сен қалай істейсің осыны? Мысалы үшін күйеуіңмен қалай ұрысқан кезде қалай кешіре саласың деп. Менің бойымда сол қасиет болды, мен қайтпайтын адам едім да. Соны үйрендім бір подружкамнан. Негізі біз адамдар разнымыз ғой. Бір жерден идеальный болуымыз мүмкін да, бір жерден ақсауымыз мүмкін. Соны просто жан жақта опытный адамдар, мысалы Молядан да алдында сізбен кездесіп 3 сағат әңгіме алатын нәрсе көп та. Бұл кісі мысалы басқа біреуден алып жатса, мен мысалы мөлдірді всегда өзіме сізден ақыл сұрауға, мысалы бірінке сұрауға, өйткені білемін да, сіз бизнеста, жаңағы бизнес тренер опытыңыз бар екеніне, енді психология өз алдына деген сияқты, адам өмірде енді бізден біраз жер көрдіңіз, біраз ортамен жұмыс жасап көрдіңіз деген сияқты мәселелер ғой. Ол өте маңызды. Біз кейде былай ойлауымыз мүмкін да, қойшы содан не алам деп ше, бірақ болады ғой, іште эго өлтіреді да, анау қойшы сол ма ақыл айтқыш, на самом деле адамның әрбір жерінің жақсы жерлерін жинай алуға болады да, сол арқылы фазл құрап алуға болады да. Мен негізі солай десем, сіз күшті айттыңыз, анау өйтуші еді ой деп. Вот жаңа ақшаға қатысты кім Асия ханым айтып жатыр ғой, вообще жаңа әжем ба, апам дедіңіз, сол кісіден алдым жаңа сабырлықты, байсалдықты деген сияқты ше. Бәріне жеткізу, қалай бір азақ бөліп отыру, бөліп жеу, бір может сіздің көп балалы ана болуыңызға сол себеп шығар. 10 баланың анасы болды дедіңіз ғой. Бірақ мен до свадьбы үйленбей тұрып мен көп балалы ана боламын деген ойымда ондай жоқ. Ешкім баласын бақпағанмын. Болады ғой, біреулер бір өзінің баласын баққан, няня болған. Жаңағыдай ғой, ешқандай шаруа істемейтін, үйдің шаруасынан қашатын. Тек ұнаса ғана істейді, ұнамаса ешкім заставить етіп істете алмайтын. Ондай адам ұнамайды ғой, негізі ата-анаға да ұнамайды ғой, айтқанын тыңдамай атқаннан кейін. Сондай болып мені явно түріме қаратты, мынау көп балалы бола алмайды, өйткені ешкімнің баласын бақпаған деген сияқты да. Мысалға сөйтіп түсінді. Ал мен 2 сестренкам бар, егіз ол екеуі дейтін кәдімгі бүкіл жерде көмекші. Енді қазір қалай ол кісілер? Енді 2 баласы 3 баласынан бар екеуінің. Бірақ ондай болғанда жаман деп айта алмаймын, ол тоже өзі мінездер сондай да, жұмсақ, сондай болды. Біреудің баласын баға алды, біреудің үйінде көмекші болып жүре алды. Мен соны ешқайсысын істемегенмін. Сол үшін туысқандармен қатты связь недандай, оларда связь көп, біздің постоянно хабарда отырады, өйткені олар кезінде барған, араласқан. Мен үйдің үлкені, қатты туыстармен де қатты араласпайтын. Қазір класста да сондай болды, мектепте де мен тек түп-түзу барамын, сабағымды
блогерді оқимын, қайтам, и мен айтамын ғой қазір класстастарым нағыз блогер болып кетіпті дегенде ме баяғы Әсия блогер болып кеткен ба деп айтатын шығар деп ше. Өйткені үндемей барып үндемей қайтатын бір сондай адамнан ештеңе күтпейді ғой. Жоқ, сіздің ішіңізде болып тұр ғой ол негізі. Иә, өзіңізге деген сый. Мысалы, мен осындаймын, мен осыны қалаймын, мен осы жолмен жүремін деген сенім ғой, жолыма деген сенім. Ол мысалға әр адамның өзінің жолы болады. Бағана айтып тұрсыз ғой, сіңлілерімнің жолы басқаша болды, менің жолым басқаша. Ақшада да дәл солай. Әркімнің өзінің жолы бар, бірақ сіз өзіңіздің жолыңызды табу керексіз. Оны мен кез келген адамға негізгі бір енді кез келген мысалы өзімнен кіші болсын немесе маған сұрап қалай болу керек, бұл өмірде не істеу керек, маңызды десең өзіңнің жолыңды тап деп айтар едім. Әр нәрседе, қарым қатынаста, ақша табуда, ақшаны жұмсауда, бәр жерде әркімнің өзінің жеке жолы бар. Оның формуласы жоқ, оның формуласын ешкім сізге айта алмайды. Мысалға психотерапевтке келеді да, маған осындай мәселені шешу керек деп айтады. Мен тек қана бір жалпылама нәрселерді айта аламын. Сіз қазір айтып тұрған нәрсені айна ретінде, сіздікі былай екен ғой деп көрсете аламын. Бірақ жолын, сол нәрсенің алтын формуласын сіз ғана табасыз, оны мен таба алмаймын. Сондықтан да әркімнің өзінің ақшада жолы бар. Шыны керек, мен өзім мынандай нәрсеге сенемін. Бұл өмірде енді айтқанда әр адамның өзінің бір несібесі бар ғой, одан ол артып кете алмайды, ол одан деп сенемін оған. Мысалы үшін біреуге көп ақша беріледі, біреуге одан азырақ беріледі, біреуге шағын ғана ақша беріледі. Содан да бақыт табуға болады. Ол да біздің бір бұл өмірге келгендегі бір Алланың деп айтайықшы бізге берген бір жолы ғой, осыны біз түсініп білу керекпіз. Онда тұрған ешқандай нәрсе жоқ. Бірақ та егерде еңбек етіп, талпынып, бұл өмірге көбірек құндылық алып келсең, ақша көбірек келеді. Миссияң, иә. Мысалы үшін құндылықты айттық қой бағана, ақша деген құндылық энергиясы деген. Егерде сіз өзіңіздің бойыңдағы қасиетіңізге сенбесеңіз, менің бойымдағы қасиетім, қабілетім, менің уақытым, менің істеп жатқан еңбегім ақша тұрады, және де ол еңбек басқа адамға пайда алып келеді деп ойламасаңыз, бұл басқалар да олай ойламайды. Мысалы кейбіреулер айтады, ой, мен бір жұмыс істеймін, әйтеуір өстеймін, бүйтемін, бірақ та дегенмен соғанда бір ақша төлеуге тұратындай нәрсе істемейтін сияқтымын деп келеді адамдар. Біреулер бір болмайтын нәрсені сататын сияқты да. Ол ішіндегі сенім болып тұр, бірақ біреулер алады содан. Менде бар сияқты жаңағы бар ғой. Құрсын тек айта салатын нәрсе сияқты, оны да сату керек па деген нәрсе менде бар мысалға. Ол неден болуы мүмкін? Бірақ қазір сізге айтайын, Әсия, мен сізді қазір тыңдап отырмын. Тем более блогер ғой бұл кісілер. Мен айтайын, сөздеріңіз бөлісейін, сосын жалғастыр. Мен білесіз ғой, бұрында бизнесте болдым, центр болды. Сол жерде мен біраз кісілермен жұмыс жасағанмын. Мен Әсияға айтамын, сіздің аудиторияңыз ол прям мойындайтындай аудитория да. Бұл кісінің аудиториясы кәдімгі болды живой, прям не реклама жасаса да, енді бұл кісі шынай ғой. Вот сондай аудитория бар да бұл кісіде. Менде де иногда ой келеді, неге сонымен біраз жұмыс жасамасқа? Өйткені блогерлік оңай шаруа емес. Ол кәдімгі жұмыс. Әрине, ол қиын жұмыс. Қиын жұмыс. Мен айтушы едім. Ол өте қиын жұмыс. Сұрақ қойды, осы жерде не жатқан сияқты. Қазір айтады ғой, валюта, бір валютаның бірі ол адамның мынау вниманиесі екен ғой. Блогер сізге қаншалықты адам өзінің мынау назарын берсе, сол сіздің валютаңыз қазіргі кезде. Сонда сіз өте үлкен жұмыс атқарып жатсыз. Сіз қараңызшы, Әсия, сіз қазір сенбей тұрсыз. Мынау айта салатын нәрсе ғой, бірақ сіздің айтқан сөзіңіз. Жоқ, мен соңғы кезде сеніп келе жатырмын. Осындай әңгімелерден, әр жерден естегеннен. Сосын өзім де личный брендке байланысты оқып жатырмын ғой, соған байланысты сеніп жатырмын да соңғы кезде. Ал бірақ неге осыдан 2-3 жыл бұрын мен ол нәрсені дым мән бермегенмін, өзгергенсіз деп ше. Мына қазір сіз айтып отырсыз маған, қазір сөйлесіп отырмыз ғой, әңгіме айтып отырмыз. Бағанағы ең басында сіз сөйлей бастағанда мен ішімде бір сондай бір жарқын сезім пайда болды да сізге деген. Өйткені ойладым, мынаны қарашы, бір болады ғой, бір осындай болғым келеді деген бір жарқын сезім пайда болды. Біраз адам ойлап жүр. Бір сондай шынайылық, қазақша айтқанда, орысша айтқанда аутентичность дейді ғой, аутентичность. Қандайсыз сіз сондай сияқтысыз, маған солай көрініп тұрсыз. Сондай. Сондай болып тұрсыз да, соған сізге қарап тұрмын да. Өзім сияқты әйелдер көрем блогымнан ше, андай мені көріп отқан тура өзім сияқты адамдар. Сосын тағы бірдеңе айтайыншы, неге ақшаны декретте отқан әйелдер көп табады? Бәрін солар сатып алады еще. Бәріміз декреттен бастап тұрып қой блогты. Мысалы мен декретте отырмын, баламен ешқандай
барып 8 сағат жұмыс жасай алмаймын, мен сол үшін бастадым блогты. Қазір бір нәрсе айта жіберейін, содан кейін мына сұраққа жауап берейін. Бұл енді мынау бізді тыңдаған адамдарға бір мүмкін көмек болар. Қазір Әсия ханым айтты ғой, мен басында сөйтіп ойлайтын едім. Неге бұл ақша тұратын нәрсе емес қой, айта салатын нәрсе. Бірақ қазір сене келдім деп сеніп бара жатырмын. Неге сеніп бара? Өйткені міне біз валидация дейміз. Сырттан біреу бізге кері байланыс берсе, мысалға біреу айтса, Асия, сен шынайысың. Оны бір рет естігенде былай болуы мүмкін. Ой, что-то мынау мүмкін, алдап жатыр деп жай айтты, көңіліме қарап айта салған шығар. 2 рет естисіз, 3 рет естисіз, 4 рет естисіз. Содан кейін қаншалықты көп естіген сайын ол сенім келе бастайды, оны валидация дейді. Мысалы, психотерапияда тура сол. Балаға да соны айта беріп, 1000 рет айта беру керек. Сен жақсысың, бірақ шынайы болу керек. Өйткені біздің ішіміздегі біз сезінеміз ондай шынайылықпен, өтірік нәрселерді сезінеміз. Сондықтан да міне жаңадан адамдарды ақшаны табуға немесе бір жаңадан мамандық алуға үйреніп жатқанда біз көп валидация қажет етеміз сырттан. Мысалға, бала үйреніп жатса, жазуды үйреніп жатса, мысалға жүруді үйреніп жатса, қалай бала кішкене 2 қадам аттағаннан кейін біз бәріміз ой, молодец деп қол шапалақтаймыз. Бала бүйтіп жан-жағына қарайды. Мыналар маған сол реакциясына байланысты. Значит, мен бірдеңе дұрыс жасап жатырмын. Мен бірдеңені дұрыс жасап жатырмын. Сол сияқты біз өмірімізде жаңа нәрсеге, жаңа қадамға, жаңа мамандыққа не нәрсені жаңадан істесек те сырттан валидация алу керек. Бірақ оны бүйтіп күтіп тұрудың қажеті жоқ. Қашан айтар екен маған деп. Керек емес, сұрау керек. Мен мынаны былай істеп жатырмын, қалай саған? Бүгінгі істеген мына челпекті бірінші рет істеп жатырмын, қалай екен? Болма деп па? Дұрыс па, қалай? Жоқ, былай істегенім дұрыс па? Басқа біреуге беріп, мынау қалай екен деп. Ол мынау адамның ересектігінің белгісі. Тек қана біреуден күтіп, бала сияқты күтіп, мынау маған қашан береді? Мамам маған қашан кәмпит береді? Қашан бетімнен сүйеді? Жоқ, келіп, давай мен бетімнен сүй. Мен қазір жақсы сөз естігім келіп тұр өзім туралы. Давай маған айт деген. Ол да бір ересектіліктің белгісі. Ересек адам өзіне бере алады, және егер өзіне бере алмайтын кезде кімнен қалай сұрайтынын біледі. Соны істеу керек. Валидацияны беруді негізі ересектікті білдіреді ғой. Ол алу тоже. Біз жаңағыдай қазіргі заманда Инстаграмның тілімен айтқанда лайк басып, жақсы комментарий қалдыру. Міне. Сұрау керек. Сұрау керек. Өйткені сіз соған сай еңбек етіп жатырсыз ғой. Сұраған кезде соны істей алатын адамдар тоже олар бере алатын адамдар ғой. Ол кімдер бере алады? Лайк басса, сен көп ақша тауып кетеді деп ойлап қалады. Жоқ, осы лайк сұрай береді деген сияқты да. Ол на самом деле сіз жұмыс жасап жатырсыз. Өзі сұрай алмайды. Өзі сұрай алмайды, басқа біреудің сұрағанын бір түрлі қылып көреді. Бере алу да, негізі алу да сұрай алу. Бүкіл адамға жаңа түскен келінге керек үйдегі әрине. Көп жағдайда былай ғой, біздер адамдар, мысалы Асиядан мен бірдеңе сұрағым келіп тұрады, бірақ сұрайын десем, ойлауым мүмкін да, Асия өйтіп айтуы мүмкін бүйтіп. На самом деле олай ойлап жатқан да жоқ. Оның ответін өзі ойлап тастай ма? Ана ішкі ойлар, сезімдер на самом деле просто сұрау керек та, ересек адам ретінде сұрау керек. Содан кейін барып, ол туралы жаңағыдай ойың басқаша болады деген сияқты мәселе ғой. Жаңа сіз керемет нәрсе айттыңыз, жаңа салаға қадам басып жатқан кездегі нәрселер, өте маңызды. Мысалы, осы біз тренингті оқытып жатырмыз ғой, біздің Қазақстанға жалпы енді келіп жатқан сала ғой, сондықтан да көп адамға әлі бір қорқыныш сыйлап тұр да. Мошенниктер бізде андай қалыптасып қойған ғой, оңай ақша табу, бір мимен жұмыс жасап ақша табу, ол бір как-то бізге келмейтін сияқты. Біз қара жұмыспен еңбек етуіміз керек. Мен элементарно байқағаным, мынау әсіресе діндегі кісілер, олар айтады да, мысалы сен адал ақша табу үшін қара еңбекпен жұмыс жасау керексің деген сияқты. Ол да бір установка деп мен түсінемін. Жалпы енді әлем соған бара жатыр ғой. Қазір искусственный интеллект дамып жатыр. Алдағы уақытта мүмкін қара жұмыстың бәрін робот бассашы. Онда не болады? Онда сен ол келе жатыр. Уже Америка оның бәрін ойластырып қойды. Енді сол заман талабына сай сен айтады ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, 2 өмірдің қанатын бірдей ұстау керексің деп, екі қанатты. Сол сияқты біз заман талабына ілесу керек сияқтымыз да. Сол қайдан келетін қорқыныштар? Жалпы оны қалай жеңуге болады деген сияқты жаңа салаға келгенде. Оны мына қазір мына заман талап туралы өте жақсы сұрақ. Мен оны жиі айтамын да, өзімнің Инстаграмда жиі айтамын. Біздің өміріміз әрдайым өзгеріп тұрады. Өйткені өмір деген бұл динамикалық процесс. Өмірдің өзгергені дұрыс. Өмірдің өзгергеніне біз қуану керекпіз. Мысалға, ата-ана былай өмір сүрсе, бала одан жақсы өмір сүру керек. Сонда негізі жақсы деп есептеледі. Прогресс бар деген сөз. Мысалы үшін
біздің жалпы өмірімізді алсақ, бұрын біз атқа мініп шапан киіп жүргенбіз, от жағып деген сияқты. Қазір өміріміз басқаша. Бұл өміріміз жақсы. Кейде үлкен кісілер айтады, ой, мына қазіргі өмір осылай болып кетті, балалар осылай болып кетті, анау мындай болып кетті. Ол деген шын айтқанда түптеп келгенде бессознательно адам мына жаңа өмірді емес, ескі өмірге қарай ұмтылу бір сезімі бар оның. Ол негізі дұрыс емес. Біз мына жаңа бара жаңағыда шындық болды, адамдар бір-бірімен жақсы өмір сүрді, ажыраспады, не де тағы да ешкімді алдамады деген сияқты. Интернет жоқ еді деп. Интернет жоқ, бірақ интернеттің болғаны ол жақсылық. Бірақ та жаңа өмір жаңа проблема алып келеді. Мысалы үшін бұрынғы заманда бағана айтып тұрған қара жұмыспен адамдар еңбек етіп ақша тапқан жер болды ғой, негізгі жер мен мал, сонда өмір сүрген. Одан кейін адамдар жерден қалаға қарай ұмтылды, урбанизация басталды, адамдар қалада өмір сүре бастады. Естеріңізде болса, бұрын адамдар үлкен отбасы болып 3-4 поколение бірге жұмыс істеді. Мысалға әке шешесі, баласы, одан кейін оның баласы, бір үйде бір енесі, екі енесі, келіні бірақ өмір сүрген қазақтың сондай болған. Өйткені не үшін? Ол мына өмірдің талабына сай болған, өмірдің талабы қандай? Жерде жұмыс істеу керек болды. Адамдар көп болған сайын жердегі жұмыс жеңілдейді. Бірақ қазір адамдар қалаға ұмтылды. Тек қана бір семья болып өмір сүреді. Қазір адамдар ойбай мынау мамасын тастап кетті, бөлек шығып кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті дейді. Бірақ өмірдің талабы басқа. Сол сияқты ақша табуда қазіргі өмірдің талабы басқаша. Біз көбінесе мимен табамыз. Міне коммуникация арқылы ақша табамыз. Қазіргі ең ақша табатын нәрсе не? IT, коммуникация. Сол өте біздің өмірімізге қатты әсер етті, өмірдің өзгеруі. Біз соған дағдылану керекпіз. Біздің дағдылана білуімізді біздің ересектігіміздің белгісі. Мысалы, көп әйелдер мынандай сұрақ қояды. Ой, қазіргі кезде еркектер еркек болмай кетті, ақшаны таппай кетті, қорқады, күрек алып жұмыс істеуден, балға ұстай алмайды деп сондай нәрседе мен айтады. Енді қазіргі еркек, қазір қараңызшы, анау мысалы үшін өзімізде сондай тамақ заказ бере саламыз ғой, өзімізде бауырсақты пісірмейміз, бауырсақ сатып ала саламыз, айтқа кір қол жумаймыз. Мысалы үшін қарасаңыз, анау бұрынғы заман 100 жыл бұрынғы нағыз еркекті көрсеңіз, күші көп, мынандай қолында бірдеңке ұстаған физикалық жұмыс болды. Сол замандағы ол еркектің әйелі қолдан құрт істеді ғой. Иә, сондай болған. Ал қазіргі еркектерді қараңызшы, қазіргі қыздар жақсы көретін еркек, ана корейский сериалдағы жігіттер қыз ба ұл ма білмейсің. Міне өзгерді өмір деген солай. Сондықтан біз соған байланысты дағдылануымыз. Ақша табуда дәл солай. Біз мына қазіргі өмірдің негізгі қандай ақша білу керек? Коммуникация. IT, мына сіз айтып отқан трейдинг, үйрену керек, соған дағдылану. Онда тұрған ештеңе жоқ. Просто заман өзгерді, ақша табу процестері де өзгерді. Семья да қатты өзгерді. Мен семья туралы көп айтамын өзімнің блогымда. Бұрынғы семья қандай еді, қазіргі семья басқаша. Ол да заманға сәйкес. Ол жаман, ол дұрыс емес деп айтудың қажеті жоқ. Қазір осылай. Біз осылай өмір сүруге үйрену қабылдау керекпіз. Қазіргі өмірді қабылдау керек. Қабылдау керек. Өйткені біз дамып келе жатырмыз. Иә. Оның жаман жақтары да болады. Заманның талабына негізі ілесе алудың өзі қабілет сияқты, иә? Қабілет, иә. Ол қорқынышпен өте қатты байланысты ғой, өйткені біздің негізгі психикамыз өзгерісті қабылдамайды. Өзгеріске оңайшылықпен келмейді. Ол жақсы болсын, жаман болсын, әйтеуір осы жерде отыра берейінші осылай. Осылай үйреніп қалдым ғой мен, осылай бола берсінші дегенді қалаймыз. Өзгерісті алдымен психика қабылдамайды. Солай болады. Иә, мысалы, жаңағыдай өмірде жетістікке жеткен адамдар, бизнесмендер болсын, бір жетістікке жеткендерді байқасаң, өміріне риск алғандар. Өзгерткендер бірден келеді. А бізде адамдар көп жағдайда жеткісі келеді жетістікке, бірақ бірдеңені өзгерт десең, олар шын мәнінде қараңызшы, адамда арман болады, иә? Арман болады. Мен осындай нәрсеге жеткім келеді, ақша тапқым келеді, өстігім келеді, бүйткім келеді, үй алғым келеді, неше түрлі мемлекеттерге барғым келеді деп ойлайды адам. Бірақ ол арман бір, және ол арманды кәдімгідей 1, 2, 3 деп қадам ретінде задача дейді ғой, задача, арманды задачаға ауыстырып, соған жетіп, сонда әр задачаның әр қадамында мен не істеу керекпін, қандай әрекеттер жасау керекпін деп ойламайды ол адамдар. Сол ғана, ол проблема сода. Ол да мына психикалық проблема. Кейде клиенттер келеді, ой, мен өстігем, бүйткем, бір адамға бизнес жасап бергем, одан кейін ал өзім болса өзіме бизнес істей алмаймын. Ол кезде ол
тек қана біреудің қол астында жақсы жұмыс істейді да, ал өзіне жұмыс істей алмайды. Өйткені ересек болу қабілеті жоқ әлі. Мына ересек болу деген ол не? Күнде әр секунд сайын, әр минут сайын келесі қадамыңды түсіну, және мен не істеймін, сол нәрсені істеу үшін ол маған не үшін керек, мен не бере аламын деп өзіңе шын мәнінде нақты өзіңмен өзің шынайы болу. Көп адамдар оны түсінбейді. Ой, мен анау адам бүйтті, мен бүйткенде сөйттім, ол бүйткенде сөйтті, біреу кінәлі, біреу мені түсінбеді. Мен ойлаймын, мысалға, егер мен бірдеңке істеп жатырмын қазір, ол қолымнан келмеді, значит, мен бірдеңкені түсінбей жатырмын. Оны түсіну үшін не істеу керек? 1000 рет 100 рет істеу керек. 1000 рет 100 рет істеу керек. Или соны білетін адамнан опыт алмасың. 1000 рет клиентпен сөйлесу керек. Мысалы, трейдингпен айналысып жатсың. Клиент білмеймін ғой енді қалай, шын айтқанда ойынша. Точно айттыңыз. Біздің трейдингте мысалы бүйтеді да, енді сенбейтіндер бар, сеніп келеді ғой, иә. Мен сразу айтамын, мен өзім психологпын, білесіз ғой енді, хабарыңыз, сразу психологияларын бірінші дайындаймын ғой. Так, бұл әлемдегі ең элитный жұмыс. Бұл мидың жұмысы, білемсіздер, қолмен, ауызбен жұмыс жасап. Біздің қазақтар қолмен, ауызбен жұмыс жасайды. Осы қайын. Былайша қарағанда біреу мұғалім, или болмаса қолмен жұмыс жасайды деген сияқты. Мен айтамын сразу, бұл мидың жұмысы, қазір ми қарсыласуы мүмкін, или болмаса миың қабылдамауы мүмкін, или саған миың неше түрлі жаңа қорқыныштар алып келуі мүмкін. Просто бұл жерде сен қайталайсың, и орнығасың. Басқа вариант жоқ. И соның нәтижесін айтайын ба, Моля? Вот керемет нәтижесі. Мен енді сіздерге бір нәрсе айтайын, қараңыз, бізде мынандай екі стратегия бар. Біреусі жеңімпаз стратегиясы, немесе чемпион стратегиясы. Екіншісі жеңілушінің стратегиясы дейміз. Жеңілушінің стратегиясы мен жеңімпаздың стратегиясы немен екеуі де жеңіледі. Жеңімпаз ол жеңілмейтін адам емес. Ол жеңіледі, бірақ әр жеңілгеннен кейін анализ жасайды. Мен мына жерде не үйрендім, не түсіндім, қалай істеуге болмайтын үйрендім. Және де ол өзін бір қадам жеңіске жақындатады сол арқылы. Жеңілетін адам ой, мынау менің қолымнан келмейді екен, мен істей алмайды екенмін. Мынау вообще жаман жұмыс екен, трейдинг деген бір болмайтын нәрсе екен, құрсын барып пирожки жасап сата берейін деп ойлайды да, қайтып кетеді өзінің пирожкисін. Иә, той вообще күшті керемет техника айттыңызшы. Мен осыны айтамын ғой. Сонда мен айтамын да, қазір сіздер бастадыңыздар. Осы жерден қазір тастасаңыздар, сол жұмысқа қайта ораласыздар. Но елдің бәрі ақша тауып жатыр ғой. Ол жерде мысалы трейдинг деген, енді біз енді именно американский биржамен жұмыс жасаймыз, ол жердің заңы бар, бір мошенничество емес, бір сенімді, иә, тем более тарих бар, компаниялар бар деген сияқты. Мен айтамын ғой, жұрттар ақша тауып жатыр, көріп тұрсыз. Ол тапқаны еңбекпен жетті. Қазір сізде дәл солай тапқыңыз келеді, сол кезде не істеу керек? Просто қазір қателіктермен жұмыс, лестница өсе беріп, сосын опыт қалыптасады деп айтамын, да. Или қазір дәл осы жерге келді, көп жағдайда тастап кететіндер, көп жерде осы жерге келеді, күшті айтып жеңімпаз болуға тырыспайды да. Мынау сәл миға қиындық пайда болса бүйтеді да, ой, одан да бұрын комфорт жұмыс бар ғой. Сол жақсы. Сол жерде 300 000 теңгені айына. Ол қалай өседі онда, қалай жетістікке жетеді деген нәрсе ғой негізі. Енді біздің өсуіміздің өзі кез келген қадамымыз өмірдегі ол кризиспен байланысты. Негізі кризис, осы негізі Насип Талеб деген өте жақсы бір кісі бар, енді ол кісінің кітабы бар, «Черный лебедь» деген. Кітап көп күшті оқисыз. Сол кісі айтқанда, сол негізі кризис туралы жазған сол кітабында. Сол енді негізгі маған өзіме өткен ойы былай. Біз айтамыз, ойбай, кризис, есіңізде ме, бір кризис болып еді ғой, қыздар, бір қатты кризис, ойбай, кризис деп елдер кризисті аузынан тастамаған. Сол Насип Талебтің кітабын оқыдым, мен түсіндім, мына кризис деген нәрсе вообще өмірде бітпейтін нәрсе, ол постоянно болады. Міне бір кризистен шықтың ба, екінші кризиске кірдің. Жалпы біздің өсуіміздің өзі кризис. Ананың ішінде жатқанда біз бір жанатта жатқандаймыз, барлығы бар. Жылу, тамақ, мамаң сені былай күнде сіздің қазір балаңыз жанатта жатыр. Ертең ең алғаш ананың анадан туылу ол бірінші кризис. Оның өзі кризис. Мына жаңадан ортаға, сул емес ортаға дағдылану ол да кризис, жүру ол да кризис, сөйлеу ол да кризис, мектепке бару ол да кризис, үйлену ол да кризис, бәрі кризис. Ана болу кризис. Просто біз оны қалай қабылдаймыз? Оны ойбай кризис екен деп қорқамыз ба? Мысалы, Қытайдың өмірдің заңдылығы деп қабылдаймыз. Өту керек па мен бұдан өтем, бұдан күштірек болам, мықтырақ болам, бірдеңкелерді біле алам деп қабылдасаң, әрине өтесің. Кризис деген сөз мынау Қытайдың иероглифтің екі иероглифтен тұрады екен да. Бір иероглиф ол мүмкіншілік деген мағынаны білдіреді, екіншісі құлдырау деген мағынаны білдіреді. Сонда кризис ол саған байланысты, сен мүмкіншілік құлайсың ба или өсесің ба? Карантинде онлайн бизнестер дамып кеткен сияқты ғой, карантинде. Сіз бағана сұрақ қойдыңыз ғой, неге декретте әйелдер жақсы ақша табады. Енді мен ойланамын, балаға да қарайды, ақша да табады.
неде декретте емес кезде тек қана бір үкіметтің жұмысына барып келіп жүріп діңкәсі құрып еш нәрсеге шаруасы уақыты болмайды да. мүмкіндіктерді пайдаланды ғой. Содан кейін енді кім біледі, әртүрлі ғой, әркімнің мен ойланып отырмын да сіздің сол сұрағыңызға. Жан жақтан ойланып отырмын психология тұрғысынан. Сон бір мынандай бір гипотеза келді да, мен ойлаймын, енді әр әйелдікі әрқалай болады. Жалпы бірақ жалпы былай болуы мүмкін. Әйел отырып ойланып, мынау дүниеге бала алып келу деген ол өте үлкен еңбек. Бүкіл өзіңнің өміріңді өзіңді ұмытып ана балаға соны әрбір әйел бағалау керек негізі. Иә, тем более сіз сияқты 7 бала туған әйелді басына көтеріп жүру керек адам деген. Точно. Бүкіл қазақ болып, ел болып, соны сол кезде ойланады да адам. Бүгіннен бастап мені басыма көтерді. Бүгін стористерде басқаша болып шығып па, мені бағалаңдар деп. Әйелдер ойланады, отырады. Негізі шын нәрсе. 7 бала, ол мен алдында комментарияларыңызды оқып қалмын, сөзіңіз бөліңізге жалғастырамыз, иә. Енді аяғы ауыр ғой 7-шісіне, мен оны алдын ала білдім, негізі сол кезде бір шықтыңыздар ғой сіздер, біз 7-шісіне аяғымыз ауыр деген сияқты. Не деген негатив деймін да, не деген комментарий. Негатив болып жатыр ма комментарий? Мен айтам, немене туа береді, уақыт туа береді бұғып, мынау. Мен айтам, Құдай-ау, айналайын, жетіп қазіргі уақытта герой ғой. Шын былайша айтқанда. Олар айтатын адамдарды не ғой, қорқатындар ғой жаңағы, асыраудан өзінің травмалары нелер ғой, мысалы психология жағынан. Мен жалпы айтушы едім, мен қоғам ретінде айтып жатырмын да, бұндай аналарды қазір біз қайта көтеруіміз керек, поддержка беріп, өйткені біз қазіргі уақытта мынандай уақыт келе жатырмыз, 1-2 бала болса болды, иә, шама жоқ, денсаулық жоқ, күш жоқ, жұмыс істеу керек. Бала болса, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, ары қарай жалғастырайыншы, негізі ана бала бұл әкелу оңай емес. Иә, оңай емес. Мен енді декретте отырған әйел сол бір мына құндылықтарды қайта ойлап, қайта түсініп, басқаша қарайды да өзіне. Содан кейін декретте отырып қалғанда социальный голод деген болады. Социальный голод, мынау қарым-қатынас істегің келеді. Өйткені отырып жабылып қаласың ғой. Соған қарай ұмтылыс пайда болады. Әр әйелдікі өзінікі, бірақ жалпы сол екі нәрсе деп ойлаймын да, негізгісі. Енді мен бір нәрсе ойыма келді, бағана сен айтып отқан, біз қазақ мұғалім болған деп бір сөз айттың ғой. Мен сол кезде мынандай нәрсе айтқым келеді да, менің ойымша, жеке басымның ойымша, біз негізі қазақ өте ақылды халықпыз. Өте ақылды халықпыз және өте талантты халықпыз. Негізі мынау 7 атадан қыз алыспау деген қанның тазалығы да. Біздің енді ол былай жалпы традиция арқылы келген дүние ғой, өзгерген оның тарихы бар, иә. Ол нәрсе келген сондай болғандықтан біз қазақтар негізі өзіміздің түбімізге сену керекпіз. Қаншама жерде енді жүрген кезде бір адамдар, қазақтарды кездестіресің, қазақ ешқашан бір жаман болып, бір жерде сосиска сатып, немесе бір фастфудта істемейді. Қай мемлекетте болса бір Америкада Гуглда жұмыс жасайды десеңші. Жақсы жұмыстар істеп отырады. Өйткені жалпы талантты біздің халық. Сондықтан да сеніп жұмыс істеу керек. Біз көп нәрсеге жете аламыз негізі. Иә, мен оны айтқанда бір жаман оймен айтқан жоқпын, просто біз жалпы мен түсіндім, жақсы оймен айттым. Біз ауызбен, қолмен жұмыс жасап үйрендік қой. Енді қазір заман мимен жұмыс жасауға алып келе жатыр ғой. Сол қабілетке ілесу керек та, қазір сол заманға ілесу керек болып тұр да. Жаңағыдай, ой, не істейді? Қорқыныш қой. Иә, қорқыныш деген сияқты. Сол қорқыныштарды жеңу үшін жаңа сіз күш техника айттыңыз, жаңағыдай. Нені біз бітеміз ғой. Мысалы бізде қазір психология бойынша өте жақсы емес ойлар қалыптасқанда, психологияны эзотерикамен шатастырады. Аффирмация, жаңағы жеңіл желпі дүние. Негізі ғылыми психология, ғылыми психотерапевттер, мысалы Мөлдір, иә, магистратураның қолға деген сияқты, ол кісілер кәдімгі бір болады ғой, стоматолог, одан да ары, мамандық та ол, адамның миымен жұмыс жасау тоже, былайша айтқанда оңай емес та. Бізде әлі андай бір негативный түрі, қойшы сол психологтарды ақылайды. Негізі на самом деле адам көзге көрінбейтін аурулармен ол жұмыс жасау. өте ауыр. Көзге көрінетін. Мына жерің ауырды, тестің емдердің мұндай емес та, көзге көрінбейтін аурулармен жұмыс жасайды психологтар. Мен өйткені білем ғой, бұл кісілермен бірге енді біз бірге білім алдық қой, группаласым десем де болады, сол кезде біз процесстерді көрдік, терапевтический жаңағыдай болып жатқан адамның бір жандағы жара, ол өміріне өмір бақи әсер етуі мүмкін да. Кішкентеден алған мысалы травмалар болуы мүмкін. Или болады да мынандай момент, мысалы қандай жағдайда, біз Алламен контакт құруымыз керек бірінші Алланы тануымыз керек, бірінші орында бізде Алла, но бір Алланы танып тұрып ішіндегі анау психикасындағы травма жібермей, сол бір шеңберден шыға алмай қиналатын моменттер болғанда, вот мамандарға барып шешу
енді мен тағы бір нәрсе айтайыншы, бізде психологтар былай қабылдайды, олар ақыл айтады, аузымен отырып сөйлейді деп ше. Жоқ, мен білем ғой, психотерапияның қалай жүретінін білем ғой, енді примерно. Ол на самом деле психолог ешқашан ақыл айтпайды, просто сізді не істейді, ол алып барады. Сіз қай жерден шыға алмай жатсыз, сол жерге алып барып, сізге былай айтатын жаңа осознать етіп, сізге басқаша жолмен былай шығуға болатын еді ғой деген жолды сәл болсын не істейді, өзіңізге өзіңіз танып, өзіңізбен жұмыс жасап, өзіңізге шығуға көмектеседі. Сол мен қазір Зигмунд Фрейдтің бір сөзі есіме түсті да, ол жолға сенің сөзіңді тыңдап. Ол кісі енді біздің психологияның атасы ғой, содан басталды ғой, жалғыз психоанализден басталды психотерапия деген небір салалар. Ол кісі бүйтіп айтқан: бұл дүниеге дейін адамзат ең дәрумен ретінде ең жақсы ойлап тапқан нәрсе бір-екі ауыз жылы сөз деп айтқан. Точно. Мына біз негізі жылы сөзге, жылы бір өзімізге деген бір жақсы қарым-қатынасқа тапшы болып өскен балаларымыз ғой, мұқтаж болып өскенбіз. Бізде ондай жоқ. Мысалға бізде мынау, мен кеше ғана інім екеуміз шай ішіп отырып әңгімелестік, мына Қазақстанның біздің мынау голодомор болды ғой, малды коллективизация болған кезде, тіпті ұлы отан соғысынан да көп адам қаза болып, сондай қиыншылықтарды көрген халықпыз ғой. Аштықты, қиыншылықты. Әрине біздің ата-бабамыз бізді, ол ата-бабамыздың өмірі, ата-бабамыздың мынау тәжірибесі бізге беріледі, трансгенерациялық нәрсе дейді. Біз кейде ойлаймыз, осы мен жоқшылықты көріп өскен жоқпын ғой, неге мен солай болып, неге мен соны қысып тұрам? Бірақ атадан балаға беріледі психика, опыт беріледі, ол дәлелденген кәдімгі ғылыми нәрсе. Енді мына аффирмацияны айтсақ, психологияны айтсақ, енді маған негізі блогқа көп келеді комментарий: ой, бұл Аллаға қарсы не деп тұрсың, не деп сөйлеп тұрсың, семьяларды ажыратып тұрсың, бұлшылдық, неше түрлі сөздер келеді шын айтқанда. Хабар жоқ кісілер. Мен өйткені айтамын ғой, күйеуіңізбен былай сөйлесіңіз, ол кісі сізді ұрмау керек деп сөйлейді, қалайша әйелді ұру керек, әйел тыңдамаса өсту керек деп неше түрлі комментарийлер келеді. Сонда айтамын да, жалпы мен ойлаймын, біз білім алу керекпіз, қандай да болсын нәрседе. Бірдеңкені тамақ істеу үшін де білім алу керекпіз. Тамақ істеу үшін де бірдеме істемейсің. Қазір құдайға шүкір YouTube бар, YouTube'дан қалай істеп жатыр, анау рецепт, мына рецепт көресің, барып тамақ істейсің. Сол сияқты өзіміз туралы білім алу керекпіз. Біздің психикамыз ең күрделі нәрсе. Ең күрделі нәрсе. Тіптен дәл қазір бүкіл осы психологияда істелген жұмыс әлі психиканы толық зерттеген жоқ. Психика түсініксіз. Біз оны біле алмаймыз. Содан кейін мысалы үшін адам, психология бүкіл проблеманы шешпейді, қыздар. Мен оны мойындаймын. Бір нәрсені шешеді, басқа нәрсе де керек. Аффирмацияны туралы айтсақ, аффирмация жалпы жаман нәрсе емес, просто адамның өзінің индивидуальный аффирмациясы бар. Соны психологпен ғана табуға болады. Ол не? Ол деген саған айтқан сөз. Мысалы, саған ұлжалға, сен жақсысың, ақылдысың. Мысалға бағана айтып жатыр, губа не дура деп. Ол аффирмация ғой. Сізге айта берген губа не дура деп ата-анаңыз. Не ол сен тәтті нәрселерді жақсы көресің? Неге тәтті? Қараңыз, сіз қандай мықты бала болғансыз да, Әсия, күшті бола, неге ол жақсы ғой деп айтқансыз. Бір бала оған сеніп қалады. Значит, мен жақсы көрмеу керек екенмін, мен губа не дура. Өмір бақи сонымен өмір сүреді. Міне сол аффирмация. Аффирмация деген сол. Сөз ғой, ауыздағы сөз. Ауыздан шыққан ол деген бір не емес, ол әшейін сөз. Жалпы айтып жатсыз ғой, адамның психикасы өте, мен онымен келісемін. Өйткені жалпы біздің дін, асыл дініміз ислам, ол өте, былайша айтқан кезде өзіңізде хабарыңыз бар ғой діннен. Пәк дін да. Аллах тағала былайша айтқан кезде біздің жаратылысымызды басқалардан элементарно ойлануға болады. Не үшін өзіңді зерттеуге, не үшін психикаңмен жұмыс жасауға болатындығын. Біз басқа жаратылыстан немен ерекшеміз? Мимен. Мимен ғой. Біздің санамыз бар ғой. Түсініп тұрсыздар ма? И біз сол санамен көбірек контакт құруға, өзімізді түсінуге, сол сана жақсы жерге жаңағыдай жұмсауға, жақсы ойлауға, жақсы ниеттенуге қолдану керек сияқтымыз да. Негізі біздің дінімізде бәрі айтылған. Өзіңізді білесіз ғой. Өте практикалықтың ғой енді былайша айтқанда. Сіз білем ғой енді Моля сізді. Не қараңыз, біздің дінімізде бәрі айтылған. Мысалы, қалай өмір сүру керек салты, ережелер, бірақ біз оны тани алмай жатырмыз ғой өкінішке орай.
негізі қиын ғой. Мысалға мен сіздерге мынандай нәрсе айтайын. Адам психологияға келгенде, психотерапияға келгенде бір керемет бір инсайт алам, космосқа ұшып кетемін деп ойлайды. Ол ондай емес. Айтайын ба сіздерге қандай нәрселерді түсінуге келеді адамдар өмірге. Бір 4 жыл терапиядан кейін адамдар мынандай нәрсе айтады. Мүмкін қазір біреулер ойбай осы ма терапия деп ойлайтын шығар, бірақ ол осы нәрсе адамның өмірін нормальный қылады. Бүйтеді. Оказывается, мынау конфликт деген нормальный нәрсе екен ғой, күйеуіңмен ұрысқан деген нормальный екен ғой. Мен соны енді түсіндім дейді адамдар 40-қа келгенде. Соны біреулер бүйтіп айтады. Оказывается деген мен былай ойлап тұрсам, өмір бірте жақсы, бірте суық, бірте ыстық. Сондай нәрсені біз түсінбейміз. Біз ойбай біз түсінеміз, біз айтып тұрмыз. Бірақ адам миымен бәрін түсінеді. Бірақ ол өмір сүру тәсілін қарасаң, соны түсінбей өмір сүреді. Бірдеңке болып қалса қабылдамайды. Қалай болды, мен осылай болып қалдым. Ал енді өмірдің тәтті бірте ашты екен сүйет адам олай істемейді. Ол түсінеді оны. Адамның айтып тұрған сөзіне қарамау керек, өмір сүру тәсіліне қарау керек. Қалай өмір сүреді, не істеп жатыр бұл өмірде. Ал ол сөзді керемет бәріміз айта береміз. Тіпті психолог деген кім ол? Негізі өте қатты проблемасы бар адам. Ол проблемасы болғандықтан психологияға келген. Өйткені ананы көрген, психологияға келген. Содан кейін өзінің проблемасын шешіп, әлі шешу барысында болғандықтан өзінің өткен жолын басқа біреуге кел, мен бұл жолды өткем, екеуміз бірге өтеміз деген адам ол бір керемет, бәрін білетін, бүкіл травмасын шешіп тастаған адам емес, әлі шешіп жүрген адам ол. Ондай болуы мүмкін емес. Машалла. Вот андай да, просто бізде өкінішке орай сіз шындығын ашығын айтып жатсыз, просто жаңа айтып жатсыз ғой, сол өмір сүріп жатқан кезде бір кругқа андай түсіп қалады да, сол жерден шыға алмай жатқан кезде жаңа опыты бар адам шығарып жіберуге, жаңағыдай дұрыс жолмен шығарып жіберуге көмектесетін адам. Енді бізде енді қазір қатты маркетинг дамыған заманда басқаша психолог бір алла сақтасын, бір құдай сияқты сені жазып жіберу мүмкін емес. Міне ғылыми психологтың айтып жатқан әңгімесі. Просто ол жол көрсетуге, одан шығуға, кішкене болсын жаңа дұрыс өмір сүруге көмектесетін себеп болады адам. Ол білмейді сіздің өміріңіз қандай. Мысалға кейде бүйтеді клиенттер, бірдеңке жазып жібереді инстаграмға, вот так, что посоветуете? Мен не знаю деймін. Все айтады, как это дейді олар. Олар ойлайды, мен білмеймін, қайдан білемін. Мен мысалға тек қана сөйлесе аламын сізбен. Сөйлесу барысында, мына контакт барысында бір ой туындайды. Бұлай екен ғой деп адам өзі табады. Өйткені өз өмірінің эксперті адам. Сондықтан да егер сіз ақша таба алмай жүрсеңіз, немесе ақшаны жұмсай алмай жүрсеңіз, сіз ғана білесіз соны қалай түзеу керек. Бірақ өзіңіз емес, басқа біреудің көмегімен. Өмір, мысалы, Алла деген бізді сөйтіп бір-бірімізбен байланыстырып қойған ғой. Біреу сіз арқылы мен бірдеңке үйренемін, сіз мен арқылы бірдеңке үйренесіз, мен ол жолға сен арқылы бірдеңке үйренемін. Егер де біз сол коммуникацияны, сол контактты жоққа шығарсақ, біз дұрыс болмаймыз. Мысалы, біздің өзіміз пайғамбарымыз, ол кісі қандай болған? Сол қарым-қатынаста өте жетік болған ғой. Мысалы, біз сол кісіден не алатын болсақ, үлгі алуымыз керек қой. Қарым-қатынасы, ол кісінің қарым-қатынас құру тәсілі қалай болған? Өте жоғары деңгейде болған. Сол ең бастысы. Психология деген ол ең біріншісі, ол қарым-қатынас құру. Бірінші өзіңмен қарым-қатынас құру. Одан кейін өзіңмен қарым-қатынасты дұрыс құрғандықтан басқа біреумен қарым-қатынас құру. Өзімен дұрыс қарым-қатынас құра алмайтын адам басқа біреумен қарым-қатынас құра алмайды. Егер өзіне жақсы көзбен қарамайтын адам, өзін жақсы көрмейтін адам, өзіне жақсы қарамайтын адам басқа біреуге де жақсы қарай алмайды. Мысалға, егер де өзіңе қатты болсаң, балаңа да қатты боласың. Бұл өлген жоқпыз ғой, сен де өлмейсің, тұр деп. Если өзіңе, ойбай, жоқ, мен дем алып алайын, шайымды ішіп алайын асықпай, содан кейін әйтеуір бірдеңке қылып істеймін ғой. Мен вообще-то шаршап тұрмын, мен қазір істей алмаймын. Балаң, мама шаршап тұр, жүреді, жаным, жата сал деп айта саласыз. Сол сияқты ол. Негізі өте дұрыс айттыңыз. Жалпы қазір картопты жарып, маркетинг жарып жүрген сол 1-2 курс оқып, психологияның тереңіне бара алмаған өкінішті да, сол психологияға бір кір жағып жатқан сияқты көрінеді да. Енді мен бір жаз оқыдық, білем ғой, енді мен өзім психотерапевт болмасам да, сол салада болдым ғой, өзім терапиядан өттім, біраз көрдім деген сияқты. Бір проблемадан шыға алмай жатып, бір енді болады, бір өмірде тиыққа тіреліп қаласың да, шыға алмай жатсың, шеше алмай жатсың, онда бір дұрыс маманға таңдау өте өнер да, бұл психология саласында. Ол да бағанағы мен айтқан қажет білім. Өйткені мен айтайын ба, мынау қазір 1-2 курсты оқып, сен үйтіп жүрем, бүйтіп жүрем деп жүрген психологтар
мен ренжуім мүмкін, но мен ол адамның өміріне керісінше өте бір жаман нәрсе алып келуі мүмкін и зиян тигізуі мүмкін деп айта аламын. Мөлдір, мен сізді танимын ғой, енді сіз кәдімгі ғылыми психолог, біліміңіз жетік екенін бәрін білемін десем, мен дұрыстап қарап таңдау керек. Психологқа бару керек, бір болады шыға алмай жатқан ситуацияларды, қиындықтар, жаңа көмектесіп жіберетін кездер болады, сөйлесуге шығару керек шығар, оны дұрыс маманға бармаса, мен уже ажырата білетін болғаннан кейін айтып жатырмын, ол өте қауіпті деп санаймын. Өйткені мен көргенмін да. Мысалы, сен психологқа бізде өкінішке орай Құдай құсап сеніп барады, ол мүмкін өзінің травмасындағы или мүмкін өзінің ішінде хәл бойынша анаған бір направление беріп жіберуі мүмкін, и ол дұрыс емес бағытта кетіп қалуы мүмкін да. Бұл жерде негізі психотерапевт болу оңай емес, және өте білімді болу маңызды деп ойлаймын. Әрине, кез келген салада білімді болу маңызды. Біздің қазіргі өміріміздің, қазіргі емес, мен ойлаймын, бүкіл өмірде болады. Сөзіңізді бөле салайыншы, просто сіз Мөлдір қазақтардың аудиториясына қатысы жоқсыз. Мен сізді білемін. Сіз білмейсіз, қазақ аудиториясында. Ол енді менің бір кемшілігім үшін айтқанда. Жоқ, сіз кемшілігіңіз емес, ол просто сіз енді қазақ аудиториясында болмағаннан кейін мен қазақ аудиториясындағы көріп жүрген нәрселерді айтып жатырмын. Ол біреуі күйеу жағы емес. Просто айтушы едім, психологпын деп біреуді жауапкершілікке алды ма, ол ойлау керек, мына адамға жауапкершілік алып жатқан, психикасына жауапкершілік алып жатқан. Мақұл, жарайды, хирург бір операцияны дұрыс жасамай тігіп жерде, жарайды, ол жазылып кетеді. Ал психикаға түскен, білесіз ғой, әрбір ақпарат ол оңай емес. Сондықтан дұрыс маман таңдау, дұрыс психотерапевтке бару ол өте маңызды нәрсе да. Енді бұл жерде бір мынандай бір нәрсе айтып жіберейін. Жалпы мынау маманның жетік болмауы бүкіл салада бар, тек қана психологияда емес, өмірде. Кейде бір магазинге келсеңде дұрыстап бір сатпайды ғой. Ойлайсың, туй, осы сауданы үйренсе болады ғой, адаммен жақсы сөйлеу деп. Ол тек қана психологияда да емес, барлық жерде бар. Енді жалпы әр психотерапевт ол әртүрлі болады. Әртүрлі болады негізі. Бізде психотерапевтическая этика деген болады. Бір ешқашан, қандай жағдай болмасын, бұзбайтын шарттар болады. Заңдылықтар. Сол шарттарды ұстасаң, қалғаны әр терапевт өзін жүргізеді. Бірақ қалай істеу керек? Ең бастысы, ішіңіздегі бір сезімге сену керек. Адаммен сөйлесесің ғой, адамды көрген кезде бір сезім береді. Біз бәрібір психикадан арыла алмаймыз. Біз сценариймен табамыз. Психотерапевтімізді өзіміздің сценарийімізбен табамыз. Біз ол психикадан ешқайда кете алмаймыз. Біз әлі ондай нәрсеге жеткен жоқ бұл адам. Тек қана Алла біледі оны қалай екен біздің психикамыз. Әрі күнге дейін маған өзіме ғажап психикасы адамның. Кейде терең түсінген сайын оны мен одан сайын дым білмейтінімді түсінемін бар ғой. Разве так можно деп? Разве так можно деп ойлаймын шынымен де. Сондықтан ішіңіздегі бір сезімге сеніңіз, енді ешқашанда ойламаңыз, мына психолог маған бәрін шешіп береді. Мына психолог мен туралы бәрін біледі деп ойламау керек. Мен білемін. Бұл кісі маған көмек. Бұл тек қана айна. Сіз өзіңіздің түріңізді дұрыс көру үшін айнаға қарайсыз ғой. Мына жеріңізді былай түзеу үшін артымды көрмей тұрмын. Психолог та сол сияқты айна ғана. Бірақ ол өзінің бірдеңкесімен бөліседі. Кейде біз психотерапияда айтамын, осылай адам көрмейді ғой, мысалға өзінің эгоист екенін көрмейді, өзінің қатал екенін өзіне көрмейді. Бірдеңке айтып отырса айтасың оған, сіз өзіңізбен бір қатал сияқты көрінесіз ғой деген сөзде адам ойланып кетеді. Сол айна керек сол үшін. Айна сол үшін керек. Любой маман, любой жерде бар ондай маман. Мені со стороны тыңдау керек. Сол кезде адам көп нәрсені қабылдайды ғой. Жақындарынан естіген кезде басқаша қабылдайды да. Басқа адамнан естіп тұрған кезде басқаша қабылдайды. Әрине. Танымайтын, білмейтін адамнан естіп тұрған кезде, значит, мен шынымен сондай екенмін ғой, мені танымайтын адам мені сөйтіп айтып тұр. Қасындағы адам айтса көре алмай айтып тұр, или просто так айтып тұр деп ойлайды ғой. Нелерді ше, жалпы қатал болсын, қырсық болсын. Бізде бүйтеді ғой, психолог не керек, подружкаң бар ғой деген сияқты. Кухонный психолог дейміз біз оны, кухняда отырып шай ішіп. Ол да жақсы нәрсе керек қой, әйел адамдарға әсіресе, бірақ ол психолог иногда жақсы нәрсе жасамайды. Қойшы, бүйте сол сөйтіп, мен ана бірген OLX-та үйде бірдеңке болып, бір адам іздедім да, енді бір керек болсын. Қарасам, профессиональный слушатель деген бар екен, ойбай, мынау не нәрсе деп қордым. Сөйтсем, сіз маған өзіңіздің проблемаңызды айтасыз, мен отырып тыңдаймын дейді. Сол дейді менің жұмысым. Мен ұмытып қалдым қазір қанша тұратынын, бірақ әйтеуір соған ақыл, сол подружка жоқ адамдарға сондай профессиональный слушатель. Жоқ, ол да жақсы нәрсе. Шынымен. Жоқ.
өмірдің оны тыңдай алуда оны- өнерде иә көрдіңіз ба, оны өзін ұсына соны алу монетизация жасауды қарасаңызшы соны. бізде просто енді біз Мхм. темадан кішкене ауытқыдық, но бәрібір адам көрдіңіздер ме, ақша табу үшін де бір жетістікке жету үшін де бәрібір психикаға адаммен келіп қарым тіреледі, қатынас қарым құру қатынасы, дұрыс ішкі қарым қатынас құрсаң сезімдері, ақша таба аласың иә, ішкі сезім бәрі келеді да. Сонда жаңағы айтып жатқан кісінің де ол да қабілет қой мысалы. Иә. Соны Сол мысалға мен егерде адам өмір сүргенде былай ойлау керек қой, мен бұл өмірге бір пайда тигізе аламын. миссия, Иә, миссия бар, немесе пайда. Мен мысалға сізбен сөйлесіп, біз қазір отырмыз, иә, мен ойлаймын, Алла қаласа осы біздің сіз үшеуміздің әңгімеміз біреуге бір пайда. пайда алып Иә, келсін. ниетіміз сол ғой негізі. Шын жүректен, шын ниеттен, мысалы бір адам алдына келе ме, сол адаммен шын жүректен, шын ниетпен жұмыс істесең, ол міндетті түрде бірдеңке болып өмір саған сол үшін рахмет айтады. Рахмет деген сол ақша. Ол сол ғой құндылықпен алмасу. Бірақ біз құндылықпен алмасқан кезде кейбір адамдар бір бергісі кеп түптен ештеңке қалмағанша береді да, немесе ойбай осыны мен соншалықты жақсы жасайын, сонда ол маған жақсылық, ондай ой болмау керек. Мына біз айтамыз, ішің бір өзіңде бір баршылықтан істеу керек та, бөлісу болу керек. Шын мәнінде менде ол нәрсе көп, менде ол нәрсе жеткілікті, мен сондықтан бөліскім келеді деп бөлісу керек. Әр адамның бойында махаббат, ниет және адамға деген шын бір ілтипат бар. Сонымен бөліскен жеткілікті. Мен шын көңілден қазір қолымнан келгенше көмектесемін. Менде әйтеуір, менде енді психотерапевт болғанда бірдеңкені білемін, бірдеңкені білмеймін. Бәрін білетін адам жоқ қой бұл өмірде. Сонда бірақ өзімнің қазіргі осы моменттегі бүкіл өзімнің мына жеке басымның қабілеттерін, өзімнің білімімді қолдана отырып, саған максимально көмек істегім келеді шын көңілден. Міне осындай болу керек ниет деген. Ойбай жүріп өзіңді ұмыту емес. Миссия туралы айтып жатсыз ғой. Негізі алдында да бізде бір подкаст жасағанбыз, сол кезде мен де бөлісіп кеттім да. Марғұлан Сейсенбайды білесіз ғой, өте күшті айтады ол кісі. Бүйтеді да, сен дейді, күшті прям өмірде жетістікке жеткен, тәуелсіз, біз бәріміз армандаймыз, қаржылай тәуелсіз болсақ екен, ақша бірден келе берсе, мен бірақ на расслабоне өмір сүрсем екен дейміз да. На самом деле ол сенің миссияңа жеткен кезде ол шексіз келе береді деп айтады да. Ол на самом деле сондай. Қалай сонда? Сен біз қазір мен қазір айтсам да ұнамауы мүмкін, біз бірінші орында ақшаны қойып аламыз да. Сөйтеміз де сол ақшаның артынан тырмысамыз, жанымызды саламыз, қиналамыз. Ол жоқ болып қалса, өшіп қаламыз. Иә, рас. Үш нәрсеге көңіл аудардым да, енді бір психотерапевтический бір привычка бар ғой. Клиент айтып отқанда сразу мынандай нәрсе. Біріншіден мынау қана айттың ғой бағанағы миссия туралы, және ақша оңай келеді. Мен бір жерде жатам, ол қазіргі мына тренд қой. Инстаграмда ашсаң, я лежу на Мальдивах, мой блог приносит мне миллионы. Енді сол ғой, мен ана жерде жатырмын, анау бірдеңке сондай әңгіме, елдің бәрі жүгіреді соған. Ол мына адамның сол нәрселер, мынау енді маркетинг деген жалпы адамның не қажет етеді, соны беру арқылы болатын дүние ғой. Бірақ ол мен ешқашанда жай Мальдивада жатып миллион тапқан адам көрмеппін, және ол болады деп ойламаймын. Бәрібір де адам жұмыс істейді, еңбек етеді. Миссия деген ол не? Сенің көңілің шығатын, сенің көңіліңнен шығатын, мен осы нәрсені істегенде өзімді бір маңызды, өзімді бір осы өмірге бекер келген адам емеспін деп сезінемін деп ойласаңыз, сонда істеу керек. Сол миссия. Өйткені миссия адамның жеке өмірінен үлкен. Тамақтандыру, балаларды өсіру, одан үлкен. Мына адамзатқа салған бір үлесім деген сол миссия. Солай түсіну керек. Кәдімгідей ол миссия туралы, егерде миссияңызды білмесеңіз, кәдімгідей маманға барып миссияңызды табуға болады. Мен не үшін келдім бұл дүниеге? Миссия деген, мысалы үшін қараңызшы, психолог маман ретінде жалпы адамдарды немесе ұлтты психикалық тұрғыдан өзгерту үшін келдім. Үлкен миссия. Ол өзіңнің ғана өміріңнен үлкенірек болады. Мен сонда егер адам өзінің миссиясын таптым деп қашан сезіне алады? Егерде ол мен істеп жатқан нәрсем пайда келтірсең, бұл өмірге, бұл адамзатқа пайдалы деп сезінсе, сол миссия. Ал бағанағы айтқан, егер адам миссиясын тапса, ол оған ақша келеді деген нәрсе. Негізі коучингтің коучинговый бір инструмент бар. Айтады, адамға жетістікке жету үшін, успех деген бүгін қазір ақшадан кейінгі ең керек қажетті нәрсе. Не керек дейді? Біреулер айтады, білім керек дейді. Біреу айтады, енді мына эмоциональный интеллект дейміз ғой, түсінік, бұл өмір туралы түсінік керек дейді. Біреу айтады, қоршаған орта керек. Енді шын мәнінде мынандай бір ғылыми дәлелденген нәрсе бар. 15% білім,
мысалы бағанағы я профессиональный слушатель жеткілікті тыңдауды біледі, может содан ақша жасайды да сол сияқты. 15% білім, 35% ол өмірге деген көзқарас, 50% қоршаған орта. Сондықтан да өзіңізді сондай қоршаған ортаға апарып қою керексіз. Мысалы ақша тапқыңыз келе ма? Ақша таба алатын адамдармен араласу керек. Иә, жақсы семья құрғыңыз келе ма? Жақсы семьясы бар, күйеуімен жақсы өмір сүретін қыздармен подружка болу керек. Мысалы үшін, білмеймін, білімді, ғылымды болу керексіз ба? Білімді, ғылымды адамдардың арасына барып, өзіңіз солармен араласу керек. Қоршаған орта 50% пайда, сол 50%-ке әсер етеді екен. Ал енді егер адам миссиясын тауып, дұрыс көзқараспен өмір сүріп, керекті білім алып, істеген ісін вот қазір осы минутта ләззат алып істесе, бағанағы жетістік, успех, ол побочный эффект. Өзімен өзі келетін нәрсе. Оған біз ұмтылмауымыз керекпіз. Ол побочный эффект ретінде өзі келетін дүние. Солай болады өмірде. Жасап жатқан ісіңді анау жақсы көріп, шынайылықпен, адамдарға бір пайдасы тисе екен деп жасағанда болады. Өйткені мен Асияның блогынан байқаймын ғой, жаңа сіз айтқаныңызда, мысалы, сезіліп тұр деп. Негізі біз адамдар сезіммен негізі бәрі білінеді ғой, Асиядан сезіледі. Ол блогтан сезіледі, түсініп тұрсыз ба? Неге бұл кісінің аудиториясы, мен енді реклама алып көрген адам ретінде білемін ғой, шынайы, неге ол аудитория, вот Асия мысалы, сіз енді байқаймын ғой, идеальный қылып салмасаңыз да, мысалы, қалай бар солай, бұл кісіні бір болады ғой, біреулер жақсы көреді, болады ғой, бір Асия деп, бір шынайылық, өйткені өмірде мен бұны не үшін айтып отырмын, шынайылық қазіргі уақытта өте маңызды болып тұр. Элементарно ол Инстаграм болсын, элементарно адамдармен қарым-қатынас құрғанда, егер сіз шынайы болсаңыз, ол адамға қандай да бір жылулық берсеңіз, ондай адамға бір жақсыны ойласаңыз, жақсы ниетіңіз болса, сол адам туралы ол бәрі сезіледі да, анау адам сенімен контакт құрғысы келіп тұрады. Ол өте маңызды. Мен өйткені Инстаграмның уақытында қазір бәріміз Инстаграмда жүрдік қой, мысалы менің лично блогымда айтады да, неге маркетинг былай қолданбайсыз, неге былай қолданбайсыз? Аллаға шүкір, бұрынғы бизнес сатқан кезде беріп жүрді ғой Инстаграмда үлкен аудиториясымен, қазірде кішкентайдан бастап жатыр. Мен бірақ барынша шынайы болған сайын, маркетингті вау деп қолданбай, келесің ба оқы деген сайын адамдар тартылып жатыр да. Түсініп тұрсың ба? Ол өте маңызды екенін түсіндім да. Адаммен бір жылы қарым-қатынасқа түскен сайын, біз ақша тапқымыз келеді, біз жаңағыдай успешный болғымыз келеді, біз күшті болғымыз келеді, бірақ мынау шынайылық пен жылулық болмаса, бұл өмірдің бір мәні жоқ сияқты ма? Өйткені қазіргі заман, біз айтамыз, біз психологтар айтамыз, нарциссический век дейміз. Нарцисс деген, нарциссті білетін шығарсыз, естіген шығарсыз. Жалпы нарцисс деген өзі жақсы көретін адам деп түсінеді да. Бірақ негізі ол түбіне қарағанда ол адам, нарцисс деген адам өзінен басқа ешкімді байқамайтын, қарапайым тілмен айтқанда эгоист, өзін ғана жақсы көретін біреу. Бұл нарцисс деген өте сұлу болған ғой, негізгі өзінің мифында өте сұлу болған. Нарцисс мына фасадтан тұрады, нарциссический век. Біз қазір фасадпен өмір сүретін өмірде қазір бәрі көрсе тек қана әдемі, фигурасы күшті, өмірі керемет. Ал мынандай шынайы үйіңдегі былай отырған нәрсені көрсеткенде, әрине ол шындық қой. Біз бәріміз де шындықпен өмір сүреміз. Инстаграмға әдемі болып шыққанмен үйімізде кәдімгі адам. Соны көрсеткен ол наоборот ең бір адамның ішіндегі не дейді, сөзді ұмытып тұрмын қыздар, смелость қой орысша айтқанда. Менің блогымдағы ерекшелік сол ғой, барлығы эстетиканы салмай ма? Қайырлы таң деп әдемі стаканын қойып, әдемі мына жерге завтрагын қойып жатса, ондай жоқ қой менде, короче, өйтіп салмаймын. Өйткені күнде ондай емес қой мен. Именно блог үшін сөйтіп істеп жатсам, уже өтірік істеп жатсың да. Ол сезіледі ғой. Қалай тұр, шашылып тұр, мына жерде нанның қиқымы тұр, мына жерде жартысы желінген май тұр. Қалай тұр, солай салып жіберсең, соны күшті қабылдаймын. Қабылдағанда емес, соны салып жіберуге нем жетеді да, салып жібере саламаған ол қиын емес, мен одан қиналмаймын да. Оған адамдар күйіп пісуі мүмкін, жүрсеш, дайындап жүрсеш, басқа тәрілкеге салып, ана қонақ келетін кезде қонаққа дайындалатын ше. Кішкентай кезімізде ұнамайтын еді ғой. Қонақ үшін өмір сүретін кәмпиттің бәрін тық қоятын дейтін. Жоқ, наоборот, дәл қазір не бар, үйде соның бәрін қоясың. Негізі бар ғой, сонда әлі де бар ғой маска дейді. Бәрі бар. Сол ғой бағанағы фасад деп тұр. Жаңағы масканың артында, жаңағы эстетиканың артында шынымен былғап жатқан өмір бар. Настоящий негізгі өмір сол ғой. Біз ешқашан идеальный өмір сүре алмаймыз. Біз деген таңертең тұрғанда үстімізден бір жаман иіс шығар, шыны керек, сондай нәрсе болады. Туалетке барамыз. Жоқ, енді бір түйір баласы барлар сторис эстетика болса, мен оған более-менее сенем.
өйткені ол шынымен үлгеретін шығар деймін да, бір баланың артын жинап тазалап салуға. Мен өзімде 3 баладан кейін бастап шашылу басталды. Негізі 3 балаға дейін үлгеріп жүрдім, полкада киімдер жиналып тұратын болды, бүйтіп алып қазіргідей нығыздап салып жіберіп есік жауып жіберетіндей 3 баладан кейін басталды. Жоқ, өйткені ол тоже Бізде 3 өзімнің баладан емес 2 баладан басталды. Нормально. мен андай болды менде. 3-ші бала туатын кезде мен қорықтым, өйткені адамда 2 көз бар, 2 қол бар. Күйеуің мен әйел екеуін 2 адам көтеріп жүре алады. 3-ші қайдан деп па? 3-ші қалай үлгеру мүмкін, невозможно деп. Менде тура солай ой болды. Кәдімгідей ойландым, и телефон ақтарып, жаңа бала тәрбиесіне байланысты курстарды сол 3-ші баладан бастап қарадым ғой мен ше. Өйткені қалай ол 3-ші балаға үлгеру, оказывается алдыңғы бала өседі екен ғой, ол вообще ойламайды екенсің ғой. Ана өзі жүре алады екен қасыңда ше. Біз ана обязательно бәрін көтеріп жүру керек деп ойлайсың, ана біреуін күйеуің, біреуін өзің, екеуін сүйреп жүрдің, 3-шісі қаяқта қалып қоятын сияқты болды да, 3-шісі. Ал ондай емес, ананы өсетінін ұмытып кеткенсің, өздігімен жүре алатынын, или ол уже мектепке барады, или садикке барады да, қалған біреуі ғана үйде болуы мүмкін дегенді мидан шығарып тастап, 3-ші балам босанып келген кезде қонақ күттім. Мен кешеге дейін сондай болғанмын, бірақ әлі де сондаймын ғой, қонақ күтемін, андай босанып келсем де күтемін, итеріп қойып өзімді бірінші орынға қою дейтін шамалы жоқтау менде. Сіз уже заслуженный мамасы биыл бұл жолы болады. Жоқ, мен 6-ші балада сөйттім. 6-ші балада уже сөйттім. Заказ бере салу, бәрі заказ бере салу, үйге көмекші алу дейтін. 6-ші балада менің тоже подружкамның несімен нестелді, ол маған қоймай. 3-ші адамның мнениесі керек дедіңіз ғой, сіз мынандайсыз деген кезде соған сеніп бастайсыз деп. Тура сол сияқты подружкам бар. Сол қыз инстаграмнан мынша табыс тауып отырсың ғой, няня алсайшы үйге көмекші деп. Ал бізде ұят емес па, жаңа еріккен қатын болып көрінеді. Жұрттар еріккен қатын болып көрінуі мүмкін, бірақ 2 балада, 1 балада, ол негізі ол да емес қой. Жұрт басқа адамдар 1 баласымен няня ұстап жатыр, сен неге 6 баламен няня ұстауға ұялып тұрсың дейді. Сосын ойлаймын, шынымен де неге ұялып тұрмын, мен 6 балаға шынымен үлгермей жатырмын. Өзім төлеймін, ұялып жатырмын, неге ұяламын, ешкімнен ақша сұрамаймын. Шындығына келгенде даже күйеуіңнің ақшасы емес, өзіңнің баланың ақшасы түсейін деп тұр ғой, сен сонымен ақ төлей аласың деп. Ол тоже өз-өзіңе разрешение болып, өз-өзіңмен арпалыс сөйлесіп, одан кейінгі қорқыныш жаңа қандай адам тап болады, ол дұрыс адам бола ма деген, ол да бар. Әйтеуір сөйтіп табылды ғой, 6-ші балада ештеңе істемей, баламды өсіріп алғам, ішімде ештеңе істемей туып, одан кейін де ештеңе істемеген. Баланың туы бұл өмірге баланы алып келудің өзі бір конкретный бір қатты жұмыс. Мен соны қатты жұмыс істеп қалмайды, істемейтін болып тұрмын андай ше. Үлкен жұмыс атқарып жүрсің. Ол обесценивание ғой біздің қазақта. Ойбай, не болыпты, бала туған, сен де туып жатсың, елдің бәрі. Мен бір ретте бір инстаграмнан бір рилс жібергем да, кейбір әйелдер келеді маған, мен 4 бала тудым, басқа өмірімде ештеңе істеген жоқпын деп келеді дедім деп, бірақ мен ол әйелдерге айтқым келді, сендер ең үлкен жұмыс істедіңдер бұл өмірде. 4 бала, сол мен өзім таңғалдым ғой, сол рилсім соншама лайк жинап, соншама комментарий жинағанда, сол бағанағы мысалға Айсенің айтып тұрғаны, бүйтіп әдемілеп үйді көрсетіп, таңғы асты әдемі стақанмен көрсетіп, сондай нәрсені көрген сайын бізде бір іштей бірдеңе, ойбай, менің өмірім мынандай емес деген қаншама адамдар келеді. Ойбай, ал мынандай шындықты көрсеткен кезде сіз кәдімгі терапевтсіз көп адамдарға. Сенің өмірің нормальный деген нормализация бересіз сіз адамдарға. Біздің ол мен де осылай өмір сүріп жатырмын деген нәрсе. Ана көз ақысы дегендер де бар ғой. Мен инстаграмдан енді блогер емеспін ғой, енді сонда да кейде андай ішімден андай тұрады да, қазір мен күшті жерде, тем более біз енді ауылда жерде отырады, әйелдер қарайды, біз жан жақта, біз Астананың ортасында тұрамыз, не бізге ана жерге барсаңыз, оны көрген сайын ана әйелдер ішінен одан безбет андай болуы мүмкін да, мен соған себеп болғым келмей қалады да, иногда ше, мен лучше көрсетпей ақ қояйыншы деген сияқты ше. Енді блогер көріп жатыр ғой, просто ол кезде ниетіңізді дұрыстап жіберіп салу керек. Мүмкін, ол менің өзім бір проблемам шығар, мүмкін мен просто енді блогер емеспін ғой, мен енді экспертпін, блогер болсам мүмкін сала беретін бе деген сияқты нәрселер бар ғой. Енді уақыт жақындап қалды. Қазір психологияны айтсақ біз тоқтамаймыз. Енді Ася үйде отырған ана, үйде отырғанда да құр отырған жоқ, 7-ші баланы туайын деп жатыр, машалла. И то сол бизнеспен айналысып жатыр. Иә, бұл кісі өте керемет қазіргі уақытта ең трендтегі, былайша айтқанда бизнес заманға сай қабілетке ілесіп келе жатыр. Сізден бір үйде отырған аналарға бір кішігірім кеңес ба, бір қалай, бір шынайы, бір өзіңіздің опытыңыздан айтсаңыз, осылай мүмкін деген сияқты, қалай жалпы бір неге ақшаға байланысты ма, или просто жалпы ақшаға мүмкін мынандай болуы мүмкін да, үйде мен бала қарап отырмын, дым істемей жатырмын, жаңағы мөлдір айтқан сияқты, сезім, мысалы оның барлығы жаңағыдай
Жоқ, мен енді блогер болғаннан кейін блогқа байланысты нәрсе айтайын. Блог жүргізіңіздер деп. Жалпы мен өзім блогер болғалы андай стресс устойчивость дейді ғой, жаңағы сөздің баяғыдан да негізі мән бермейтін болып тұрмын ғой. Мен ойлап тұрмын ғой, оны блогер болғаннан бастап мән бермей жүрмін деп. Оказывается, олай емес. Басында мен қалай бастадым? Бүкіл танысым, күйеуім, біреу бірдеңе айтады ау деген адамның бәрін блогқа тықпысадым. Кәдімгідей солай бастадым мен. Өйткені мен олар қазір маған бірдеңе айтады, мен сол көңіл күйімді көтереді. Қоршаған ортасызды олай. Қазір мен не істеп қалам, ананың сөзінен кейін тыйылып қалам, лучше соның әңгімесін тыңдамай ақ Хорошо қояйын дедім да. тоже, да? Салып бәрін тықпысадым да, пока үйреніскенше 1 апта, 2 апта үйреністім да. Сосын айтамын, ол адам бәрі көретін болса, басқа бір аккаунттан да көре салады ғой деп қайттан шығара салдым сосын. Бәрін шығардым уже, олардың сөзі әсер етпейтін уақытта. Шынымен негатив әсер етпейді. Бізде наоборот блогерлерге негатив жазса, ол охват көтеріледі. Біз кейбір нәрселерді салып жатқан кезде не істеп ойлап қалуы мүмкін, осы келіншек осындай сала береді аудиториясын. Менде наоборот аудиториямда бір 2-3% шығар негативщиктер. Сол үшін наоборот сирек келетін хатты мен салам. Күнде келіп жатқан хат болса, оны сала бермейсің ғой. Сирек келетін бір негатив комментарийді сторисқа салып жіберсең, халық сені жақтап алады ғой. Неге өйтіп айтады? Ол просто блогерлерде охват көтереді. Сол үшін ондай нәрселер салынады да. Ой, сенің аудиторияң негативщик деген сөз емес, наоборот, негатив аз деген сөз. Сондай блогерлерге, үйде отқан келіншектерге қазір блог жүргізуге ұялады ғой. Содан ұялмай, ақша табудың бір көзі қазір блог болғандықтан жүргізіп бастай беріңіздер дегім келеді. Неден бастайын без, қалай барсын солай жаңағыдай. Шынайы болып бастап, ол просто кішкене болсын аудитория жиналғаннан кейін бастап, ары қарай сен носки сатасың ба, ары қарай білмеймін. Не істегің келеді ары қарай, может бір жерден курс оқып алып біреуге үйретесің ба, трейдинг үйренетін болсаң да, білмеймін енді не нәрсе керек болса да, барлығын блог арқылы сатуға болады ғой. Қазіргі уақытта блог, аудитория ол маңызды фактор. Валюта, кеше қай жерде естідім, сол ол бір валюта, адамның назары блогыңыздағы адамдарда өзіңіздің бір капиталыңыз ретінде есептеледі екен ғой, подписчиктер. Сол қорықпай бастай беріңіздер дегім келеді, ешкімнің сөзін мән бермей. Ол айтатын адам айтады, қалады. Наоборот, сол кезіндегі прикол ұстаған адамдар қазір ақшасына да былай да реклама ала алмай жүруі мүмкін да, саған өтініш айтып, пожалуйста, салып бер. Просто жасау керек та. Онда тұрған не бар? Құрсын сала салатын нәрсе емес па деп сені құнсыздандыратын да адамдар бар. Айтамын, ол сала салатын нәрсе емес. Ол дейді, мен неше 7 жыл блогер болып, сосын барып маған осындай аудитория жиналды. Оны да қазір айтып бастап үйрендік қой, жоқ сала алмаймын деп, ал бұрын ұялғаннан. Ладно, бір рет салып берейін, бірақ енді келесіде сала алмаймын деп. Сөйтіп салып беретінмін ғой біреулердің несінше, таныстардың. Қазір таныстардікінде оңайлықпен сала қоймайсың. Сала алмаймын, ол менің жұмысым. Сен жұмыста, өзің шын жұмыс, кәдімгі гостың жұмысында отқан кезде, сол уақытта шықта менің бір шаруамды бітіріп берсем, сен шыға алмайсың ғой, бастық жібермейді, жұмыста отырмын деп айтасың ғой. Или ұят емес па, қуасың ба деп айтасың ғой. Или справканы тегін істеп бермейсің ғой, ертең сен врачсың, маған справка керек болып тұр. Сол сияқты блог, бұл тоже менің табыста отқан, жұмыс істеп отқан жеріміз, сала алмаймыз деп айта алатын болдық. Қазір уже халықта сөйтіп карантиннен кейін сөйтіп қабылдайтын болды ғой. Құрсыннан қатыны блогер болып кетіпті ғой деген сөзден өтіп кеттік біз. Негізі біз Жайдарманшының келіншегі болғаннан кейін сондай бір период болды квеншіктердің арасында. Әйелі блогер болып кету деген сөз, ол не? Ұят. Күйеуі әйеліне ие бола алмай жүр. Сондай. Кейінде ұят деп ұстап қалғандар қазір өкініп отыр ғой елдер. Енді әркім өзі біледі ғой, бірақ сөйтіп айтқан периодтан өткенбіз да, сол кезде мен ғалымнан сұрағам, менікі ұят па, мен блогер болуым ұят па, мен істен жүргізбей ақ қояйын ба, сен балдарың арасында ол нәрсе ыңғайсыз ғой, өйткені отырыстарда сондай әңгіме айтылады да, мен естимін соны. Қой жоқ құрсын, сен не істеп жатсың, өзіңмен өзің әйтеуір былай қарағанда блогер болсаң бар ғой, күйеуің да. Шектеу жоқ, күйеуіңіздің жауабы да. Бүгін барып қалды. Не істейді да, сен бір жаман нәрсе салып жатқан жоқсың, сол айналадағы өзің үйдің шаруасы, айналап бала шағаң саласың, анда барған, мында барған, ішкен жегеніңді, өзің әйелдер ғой сені қарайтын, өзің сияқты, соларға салып жатсың ғой дейді да. Сосын ол кезде не болды ғана айтылу керек па, блогер болу деген сол уақытта бір шешініп қалай болса сондай болды ғой, сол негативтан кейін кетті ғой бәрі, сөйтіп істеп жатқан жоқсың ғой дейді да, жүргізе бер деп. Машалла, негізі осы жерде қосып кеткім келеді да, мысалы ойлауы мүмкін, ғалым енді квеншік білеміз ғой, танимыз иә, жаңа актер сериалдарға түсетін, Расулдың анасы деп таниды көп жағдай. Енді бұл жерде Асияның өзінде еңбегі тұр да, мысалы шынайы блог жүргізу, еще баламен, просто Асияның аудиториясының жаңа шынайылығы, кеңдігі, ол шынайылық да. Просто шынайы жүргізсеңіздер, мне кажется, біраз дүниеге жетуге болады. Рахмет.
Моля, сізден енді ақшаға қатысты сұраймыз. Сіз енді психотерапевт ретінде қалай қорытындылайсыз? Жалпы өмірге жетістікке жету үшін бір ақша оңай және жеңіл, оңай келе беру үшін бірдеңе бөлісіп жіберіңіз, енді қорытындылап кетейік. Енді бірінші мен айтар едім, сенім болу керек та әр адамның бойында. Сіз ойламаңыздар, бұл өмірде сізден артық, сізден бірдеңкесі көбірек немесе сізден жақсы бір адам бар екен деп. Бізде ешқашан біреуден артық емес бұл өмірде. Бұл өмірде әркім жеке ерекшелігі бар. Сол ерекшелігіңізбен ақша таба аласыз. Сол ерекшелігіңізбен жетістікке жетесіз. Біреуден артық, біреу мынандай істепті, мен ондай бола алмаймын деп ойламау керек. Сол ең бірінші нәрсе. Екіншіден, бағанағы айттық қой, өзіңнің бір алтын формулаң болады. Сол алтын формуланы іздей беріңіздер, табасыздар. Бір Мұқағали Мақатаевтың өлеңі бар ғой, бақыт туралы деген. Сол жерде баласы келіп әкесінен бақыт туралы сұрайды екен да, сонда әкесі айтады екен, бақыт деген мынау бала күндерің, бақытсыз бақытты болып жүргенің, егер мынау бақытты болып сорлап жүрсең масқара дейді. Мен айтамын, сіздер осы өмірде іздеуді тоқтамаңыздар, іздей беріңіздер, өзіңіздің формулаңызды, өзіңіздің өміріңіздің жолыңызды. Сол ең бастысы бұл өмірдің мәні. Ол осы өмірді өмір сүру. Соны іздеп келсеңіз міндетті түрде табасыздар. Трейдинг болса, трейдингті үйреніңіздер. Мына минутта бір нәрсе істеп жатсаңыз, бір еңбек істеп жатсаңыз, бұл осы минутта сол істеп жатқан нәрсеңізден, сол адамнан маңызды нәрсе жоқ сияқты өмір сүру керек. Біз қазір үшеуміз сөйлесіп отырмыз ғой. Мен үшін, здесь сейчас тек қана Ұлжалғас бар, тек қана Әсия ханым бар, тек қана біздің міне сұхбатымыз бар. Сол өмір сүрсеңіз, беріліп сол минутқа істеп жатқан ісіңізге міндетті түрде жетістікке жетесіздер, міндетті түрде ақша табасыздар. Болады. Әрбір адамның бойында оған берілген қасиет, оған берілген қабілет, оған берілген талант бар. Соған сену керек. Егер де басқа біреу сізге басқаша айтса, сенбеңіздер. Міне соны айтқым келеді. Машалла. Мен де кішкене қосып кетейін. Жалпы мен де айтушы едім, бұл өмірде біз түсіну керек, біз Алла тағала біз жеке дара қылып жаратқандығын, және де біз біреуге біздің жақсы да, барлық адам ешкім идеальный емес, жақсы да жаман қабілеттеріміз бар. Біз барлығы Алланың қалауымен егер талпынсақ, әрекет жасасақ, бір нәрсені күнде мысалы тоқтаусыз білім арқылы, қайталау арқылы жаттығатын болсақ, өзімізбен контакт құратын болсақ, өзімізге жаңа сіз айтқандай сенім болатын болса, кез келген салада жетістікке жетуге болады деп ойлаймын да. Бұл өмірде сосын бір жаңағы айтып кеткенде мен миссия туралы көп айтамын. Миссия бұл өмірде мен өзім ғана емес, мен біреуге қалай пайдалырақ боларым, көбірек біреуге берем деу арқылы жаңағыдай, өзіңе де керек әрине, артық болып жатса беру арқылы, біреуге жақсылық жасау арқылы өмір сүретін болса, осы өзінің саласында Алла тағала оның қарымын беріп қояды екен да. Машалла. Жақсы, рахмет баршаларыңызға. Сау болыңыздар. Сіздердің уақыттарыңызды босқа алмай, өте пайдалы подкаст болды деген ойдамын. Әсия ханым, мөлдір Алла разы болсын. Сіздерге де танысқаныма қуаныштымын, Әсия ханым. Жақсы, сау болыңыздар.